Бойдақсыз ба? Тыныш қана өмір сүріп жүре берсеңіз де болады ғой. 5 миллиард долларында сен Алланың алдында жауап береді. Получается, Геленвагенді арендаға алып, съемка түсіресіз, дұрыс па? Иә. Получается, Құл базарда да жұмыс жасап көрдіңіз. Туалетте қазір Сіздің бір жылаған моментіңіз бар, сол кезде бір қатты өкіндім да, қуаныш сен оқымадым деп ше. Срочники править миром деген, мне кажется, өтірік әңгіме. Қуаныш ағамыздың Каспийінде қанша теңге жүреді екен, соны бір қарайық. Бір сұлу қыз да, жақсы көресің, бірақ каприздері көп. Азекемен жарыстыңыз ғой? Иә. Жарыс шынайы болды ма? Жегізетін видеолар түсіре бермеш. Бір 45 миллион теңгеге тауар құртылды. Қайда барарын білмеймін, өзім ғана отырмын ойламай. Суицидке ой болған жоқ па? Осы құрт деген нәрсемен айналысқым келмейінше. Қапшағайға барып, казино қадалып жатады дегенше. Көп кәсіп ашсам, көп ақша табамын деген нәрсе жоқ қой. Чисті 10 миллион доллар маған табыс келу керек деген. Дұрыс тәрбие бермесең, жаман жолға түсіп кетеді де өледі. Сен Қуаныш, сен өзің көп ақша өйстіп тауып жатсың ғой. Үкімет бермейді бізге, біз арабтар сияқты өмір сүруіміз керек. Яғы өзбектерден ұрлап жатсыз, и өзіңізде нежелі идея жоқ. Суши, пицца тегін жеуге жылаған жоқ па? Қыздармен құшақтасып, жабысып, әке-шешемді сыйламайтын ем, қуаныштың өмірі прям күшті деп ше. Расында ондай емес ше. Ассалаумалейкум, құрметті оқырмандар, көрермендер. Бүгін Факап каналының екінші түсірілімі. Бүгін қонақта Еркін мырза емес, өзім, Еркін жалпы бауырым, осы жалпы медиаға шығуыма бір себепкер болып жүрген кісілердің бірі. Жалпы мен продюсерім десе де болады. Көптеген камераның артында көптеген тірліктерді істеп жүрген осы кісі. Не үшін мен келдім бұл жерге? Иә. Қоймай қойды, в общем, ше, қуаныш түсіру керек, сен түсірмесек болмайды, в общем, деп ше. Сен жалпы халықта сұрақ көп дейді да, сол нәрселерді ашайық. Осы түсіріп жатқан кинолар, мүмкін алдындағы мен өмірінен алған деген сияқты көптеген сұрақтар бар екен. Сол сұрақтарды нақтылап ашайық деді. Негізі әлеуметтік желі арқылы көптеген адамдарға былай жамандықтан қашып жақсылыққа шақырып жүрген миллионер, миллиардтаған оборот жасап жүрген Қуаныш ағамыздың өмірі барлығына қызық. Сол себепті бұл өмірінде қиындықтар, Қуаныш аға біз түсірдік қой Инстаграмға, инфоповодтар сатып қойдық, өміріңіз деген сияқты. Сол жерде комментарий оқысақ айтып жатады адамдар ше, шынымен болса респект базар жоқ, менде де осындай қиындықтар болып жатыр дейді да. Бүгін соны көреміз ғой, реально шын ба или өтірік па ше, соны ашатын боламыз. Міндетті түрде ұнайды. Сондықтан соңына дейін қараңыздар. Қызық болады. Енді андай кейбір жерде андай қателіктер, дұрыс емес сөйлеп жатсақ, оған көздерін жұмыңыздар. Еще алдың неде айтты ғой. Журналист бір сөзі қоры жоқ екен, бір журналистиканы оқып алса екен деген сияқты нәрсе айтады да. Айтамын да, Қуаныш аға кәсіпкер, оған жалпы алдағы уақытта үйренуге болады да, бірақ қазір оған пайдасы жоқ нәрсе деп ойлаймын. Жайлап үйреніп кетеді ғой. Міндетті түрде негізінен жан-жақ даму керек. Құдай қаласа жоспарлар бар. Енді актерский жағында оқуға, ораторский, оның алдында да оқығанмын, бірақ әрдайым адам болғаннан кейін дамып отыру керек. Сондықтан біз енді андай идеальный моментті күтпей бастап кетіп жатыр да, бисмилля деп ары қарай көре береміз. Ары қарай уақытымен дамый береміз. Енді Қуаныш аға ең алғашқы сұрақ, бір керемет сұрақ. Қуаныш аға басыңыз бос па? Мынандай ғой, негізі жалпы байлар бар да, ақшасы бар, дүниесі бар да, бірақ олардың жаңағыдай не түрі онша емес, не жаңағыдай жасы ұлғайып қалғанда, сізде құдайға шүкір идеальныйсыз да, жас, түріңіз де жақсы да, ше. Бір Инстаграмда, неде тиктокта қыздар жүгіріп жүрген шығар. Сол үшін енді сұрақ енді, басыңыз бос па, бойдақсыз ба? Негізінен, енді Құдай қаласа миллиардер боламыз енді, айтқандай, иншалла сол күнге жетейік. Жетеріміз алдағы әлі. Жалпы бойдағы емеспін, үйленгем, бір балам бар. Аллаға шүкір. Негізінен осы контенттерді бастамас бұрында Алладан сұраған емді. Аллахым, мен көрермендерімнің көпшілігі ер адамдар болса екен деп. Мен бір ретте қарап отырсам, 71% ер кісілер екен. Қалғандары әйел кісілер. Енді көбінесе бізде жас қыздар көрмейді екен да маған.
20-25-30 жасар бізді кім көруі мүмкін? Өзі ақыл тоқтатқан там 35-40-ға кейін әйел кісілер немесе кішкентай қыздар деген сияқты. Бірақ жалпылама көбінесе еркектер көреді екен. Не себеп жалпы отбасыңызды салмай жаңа Инстаграмға шығармайсыз байқаймын да? Мүлдем шығармайсыз. Себеп бар ма бір? Ұяласыз ба или қалай? Жоқ, ұялмаймын. Мен әйелімді өзімді көрсеткенін дұрыс қаламаймын да. Енді арасында бір жалпы әйелім бар екенін білдіріп қоятындай бір стористер сап қою мүмкінмін, бірақ жалпылама әйелім туралы видео түсіріп, немесе ол нәрсені өзім құп көрмеймін. Өйткені бриллиантты көрсете берсең, бұл айтады, құның кетіп қалады деп. Сондықтан мен өзімді әйелімді құнсыз деп ойлаймын. Сондықтан мен өзім түсінігімде әйелімді мүлдем көрсеткім келмейді ешкімге. Жалпы Қуаныш ағамыздың басы болсаңыз, үйленген, баласы бар. Жалпы қыздар жазбаңыздар, отписка болып жатпасын енді Инстаграмда. Бізде андай көбінесе андай видеоларымыз ана бар ғой. Жезөкше деген қысқа метражды роликтер түсіргенде сол кезде енді қыздардың бір шамына тиіп кететін видеолар болды да. Сол кезде есімде 20 мыңға жуық қыздар отписка болған ғой. Сондықтан біраз аудиториядан айырылып қалыпсыз онда. Жоқ, нормально. Енді бұл ақиқат қой енді. Бұл ақиқаттарды, кейбір нәрселерді біз айтпағанда кім айтады? Егер менен отписка жасайды, немесе маған бағана жалп болады деген сияқты көзқарасымен жүре берсек, ешкім айтпаса, бұл нәрселердің барлығы дұрыс болып қалып кетеді. Жалпы қазір біз Қуаныш ағаның өзінің үйіндеміз. Қатты не емес, қарапайым тұрады екен. Ойлағам ғой, жаңа 3 этажды шығар, лифт бар шығар деп. Жоқ, өзіміз сияқты қарапайым екен. Күшті. Енді мына жерде мониторға не қосып қойыпсыз да? Кек серияны қосып қойыпсыз. Бұл сіздердің жаңа туындыларыңыз, Қуаныш аға? Иә, Аллаға шүкір. Просмотры өте керемет болып жатыр. Адамдарға 99% ұнап жатыр ше. Егер көрмеген болсаңыздар, көріңіздер. Жалпы не жайлы? Соны айтсаңыз. Жалпы бұл киноны енді түсіріп жатыр. Өзім продюсермін, қасында Фазыл деген ағам бар. Сол Фазыл деген ағамыз екеуміз осы киноны продюсировать етіп, жақсы бір мамандар кісілерді тауып, жалпы киноның барлығын жаздырып, мықты оператор, звукач барлығын қосып басын, және де елімізге танымал актерлар бар, сол кісілердің барлығын қосып, осы киноны шығардық. Жалпы киноның жанры криминальный драма. Өзінде осы кинода главный рөлдердің бірінде ойнаймын. Қазір күні кеше осы жерде 5-ші серияны аяқтап тамамдадық, түсіріп. Қазір әзірге осы түсіріп жатқан моментте 2-ші серия шықты. Әрбір среда күні әрбір серия шығып отырады. Алдағы уақытта одан да қызығырақ болады деген үміттемін. Өйткені көптеген кинолардың осы түсіріп жатқан жігіттермен сөйлесем ғой, сол кісілер айтады да, біз бастағанда дейді, бірінші сериямыз салған кезде 5 мың, 10 мың ғана жинайтын еді дейді. Сонымен 20-шы, 30-шы серияға келген кезде біздің видеоларымыз 500 миллион жинай бастайды дейді. Сондықтан қазіргі уақытта, мысалы, нені кеше салдық, уже 780 мыңдай просмотр бар, ал оның алдындағы бірінші серия болатын болса, 160-170 мың просмотр болған. Ол прям жақсы деп ойлаймын. Және де осы салада жүрген көптеген кісілер Қуаныш осы киноларын прям күшті жақсы шығып жатыр, мағынасы, сапасы, актерлардың ойыны керемет деп прям мақтап жатыр. Енді бұл мен бірінші кином, енді қысқа метраж, ал енді қысқа роликтерімізді бағанағы Instagram, TikTokқа 2 минуттық, 3 минуттық оларды ұрып жатыр. Енді тағы бір сұрақ. Жалпы не үшін түсіріп жатсыз? Енді бір мынандай нәрсе да, сізге атақ пен абырой керек па? Жалпы осы түсіру мақсатында? Немесе енді кәсібіңіз бар, Аллаға шүкір, отбасыңыз барлығы түгел, тыныш қана өмір сүріп жүре берсеңіз де болады ғой. Неге түсіріп жатсыз? Неге жалпы медиаға кіріп жатсыз? Бір мақсатыңыз қандай? Соны айтыңызшы. Жалпы негізінен бала кезге бір арманым десем де болады да, бұл бір киноға түссем, жалпы медианың адам болсам екен деген сияқты, халық таныса деген сияқты бір бала кезге бір гештальт бар ғой, арман бар ғой, іште орындалмаған арман сондай болған да. Өзім кино түсірсем, осылай істесем деген сияқты көптеген осындай армандарым болады деді. Енді Аллахтың қалауымен кәсібімізді жолға қойып қойғанбыз. Кәсібіміз енді апталап бармасақ та, сенімді кісілер отыр, сол жерде қойып қойғанбыз, барлығы өзінің жұмысын жасап, проблема жоқ. Мен осы сияқты съемкаларымда жүре беремін. Ал енді жалпы осы алдағы уақытта бір үлкен киноға түсіргіміз келеді. Осы арқылы елге танылғым келеді. Осы арқылы енді қазіргі уақытта тек қана капитал ақшалай емес,
социальный капиталды адам жинау керек та. Бір Марғұлан ағамыздың бір сөз бір ретте көріп қалдым да, айтады да, мен дейді бұрында халық танымайтын кезде 5 миллиард долларымды дейді алып қойған кезде мен ештеңе істей алмадым дейді да. Қолымда күш болмады дейді да, басқа елге қашты кетіп қалған. Ал енді қазір ол кісі өте танымал, өте беделді, тек қана Қазақстанда емес, СНГ-де белгілі кісі да. Ал егер сондайда қандай бір мемлекеттен болсын, басқа жерден болсын, қысым болатын болса, осы социальный капитал арқылы, халыққа, елге сөйлеу арқылы кез келген күшті тоқтатуға қазір жеткілікті күші бар деп ойлаймын да. Сондықтан да егер плюсы өте көп. Иә, өте көп. Біреуге былай айтқанда, осы медиа саласына кіргеннен кейін, халықтар танығаннан кейін, көп жерге барсақ, бағанағы сыйлықтар беріп жатады. Бір жердің ашылуына, немесе аға жай ғана біздің осы заведениеге келіп, қонақ болып кетіңізші, полный дайындап қоям, тегін қылып қоям деген сияқты нәрселерін істейді. Бірақ енді көбінесе оған отказ береміз, рахмет деген сияқты, қолымыз босамайды деген сияқты. Солай примерно. Жалпы медиаға кіру мақсатыңыз, мен түсінгенім бойынша, бұл адамдарға пайдалы жағыңызды көрсете отырып, бір қоғамға бір дейді, бір жақсы бір көзқарас қалыстыруға. Мысалы, неше түрлі блогерлер бар да, енді өзінің атағын шығару үшін, өзінің жаңағыдай халыққа өзін көрсету үшін тыржанас жүргендер де бар, жаңағыдай бір боқтап атқандар да бар. Аллаға шүкір, сіздер осындай жақсы дүние. Мысалы, мен білмеймін, сценарийін білмеймін, бірақ енді өте керемет шығып жатыр да. Бұның өзіне бір түйетін, бір ой түйетін, дұрыс жаққа қарайтын нәрселер түсіріп жатсыздар. Әрбір видеоға, кез келген түсіріп жатқан видеомызға, киномызға болсын, мән беруге тырысамыз. Жай ғана бір күлкі, андай бір нәрсе болып қалмасын деп, әрбіріне бір ой салатындай нәрсе бергіміз келеді. Сол арқылы бір халыққа бір ой салсақ, көптеген кісілер келеді, осы видеоларымыздың өзі қысқасына қуаныш. Осы видеодан кейін мен анама осылай отношение жасай бастадым, осы видеодан кейін көшеде бір ерегісіп қалатын болсақ, мен осындай отношение жасайтын болдым деген сияқты адамдардың кері байланыс алып жатамыз. Сол нәрсе қуантады. Ал енді алдағы уақытта Құдай қаласа бір әлемдік деңгейде осы контенттерді шығарсақ деген ниет бар. Құдай қаласа, соған ниеттеніп әрекет жасап жайлап келе жатыр. Қазіргі уақытта және де орыс тілінде біздің контенттер шығып бастады. Енді бір 7-8 видео шықты, қателеспесем, бірақ енді просмотрлар 500 мың, 1,5 миллион, 200 мың деген сияқты болып жатыр. Алдағы уақытта мүмкін Қытай, орыс, испан, араб, ағылшын тілдерінде шығарамыз ба деген жоспар бар. Енді әзірше жоспар, бірақ орыс тілін бастап кеттік. Керемет. Жалпы түсінікті. Енді Қуаныш, мынандай сұрақ. Енді сіздің отбасыңызда тұрмыз ғой, жалпы үйіңізде жүрміз да. Осы жерде бір сұрақ, жалпы бұл YouTube ненің өзі, атын өзі факап та. Бір семейный бір факап айтсаңыз, бір өміріңіздегі бір андай жүрегіңізде қалып кеткен болады ғой, бір қиындық. Сонымен бір бөлісіңізші. Енді кез келген нәрсені өмірде мен андай сәтсіздік демеймін да. Аллах тағала бізге кез келген жіберген нәрсені, мысалы сынақ жіберді ма, бізді мықтырақ, күштірек болсын деп жібереді деп ойлаймын да. Сондықтан бір енді отбасы жағында бір қатты Аллаға шүкір бір жақындарымыз, прям өзіміздің бауырларым бір қайтыс болып, ондай бір қиындықтар немесе ажырасу деген сияқты ондай ешқандай болмаған. Аллах қалауымен прям өте керемет, ондай қазір есінде де жоқ екен, мынандай деп түртіп айтатын. Мен енді бір нәрсе айтайын, біз әлеуметтік желіде жалпы бір инфоповод жасадық қой. Сол кезде бір оқиғаңызбен бөлістіңіз да, жаңағыдайша. Бір қиын кезде жалпы болды енді. Тойға шығармайған кездер болды деп айттыңыз ғой. Сонымен бөліссеңіз да. Енді ол прям қиын нәрсе деп айта алмаймын, себебі жалпы мынандай болды ғой. Қуаныш ағамыздың енді қиын кездері болды ол кезінде. Сол кезде мүлдем отбасына ақша болмай қалған кезде, жалпы той списінен шығып қалған кезіңіз болды деп, сол кезде бір андай қынжылған кезі болды да. Бірақ Аллаға шүкір, қазір барлық жақ шақырады, барлық жақ қуаныш деп бір төрге шығарып, ет қойып, қойдың басын қойып, жылқының басын қойып жатыр ғой енді. Сол кезде бір сондай бір момент болған айтып қалдыңыз да. Біз сол кезде енді жаздық қой енді, осы видеоларымды шығармас бұрын полный жаздық, жалпы мен өмірімде қандай ситуациялар болды, сол ситуацияларға байланысты сценарий құрып видеолар түсірдік қой.
бірақ енді оны бір қатты бір сәтсіздік не деп айта алмаймын, бір өмірдің бір өткен бір периодтардың бірі ғой. Неге Аллах тағала бізді одан сайын мықты, күшті ету үшін деген бір болған оқиғалар деп ойлаймын да. Сол уақытта енді қарасақ, енді өмірдің ол шындығы да, сен әлсіз болсаң, сенде ақшаң болмаса, сен білімсіз болсаң, сен ешкімге керек емессің да. Бұл өмірдің заңдылығы өзі сондайша. Сен бір шақырады, тойға екі шақырады, там ақшаң болмай қалады. Болмаса аз апарып қоясың, мысалы, бір столдың құны 15 мың болатын болса, сен 5 мың апарып тұрсаң, келесі сен шақырмауға тырысады деген сияқты. Сондай нәрселер бар да. Сол уақытта есінде анам бағанағы біздің өзіміздің жақын туысқандардың кейбір тойларынан да шеттеліп қалған кездерде болған. Жалпы ол өмірдегі бір период болады. Иә, ол нәрселер бір болғанына да Аллаға шүкір да. Көп нәрсені сол кезде бір қадірін түсінесің. Бұл мынау осылай екен ғой деген сияқты адамға түсінік келеді да. Енді Қуаныш аға андай ғой, 30-да орда бұзып, 40-та қамал алатын бір жігітсіз ғой негізі. Осындай кісілерді тәрбиелеген, осындай кісіні тәрбиелеген ата-анаңыз қандай болды? Кім болды жалпы? Соны айтып өтсеңіз. Жалпы қазір 30-да орда бұзу дегенді көп кезінде енді үлкен мақсат қоятын. Қазір бір машинаң бар, үйің, кәсібің болса, 30-да орда бұзып тұрсын деп есептейді. Бірақ Аллаға шүкір 2-3 машинаңыз бар, үйіңіз бар, миллиардтаған абырой кәсібіңіз бар. Сол үшін айтылам, 30-да бір орда бұзып жатқан бір азаматсыз. Жалпы енді сол ата-анаңыз сізді қалай тәрбиеледі? Кім еді? Кішкентай кезіңізде қандай бала болдыңыз? Соны бір ашып өтсеңіз. Жалпы негізінен енді біз қарапайым отбасыдан шықтық, алдын айтқандай. Әкем милиция қызметкері еді. Әкем сол жерде қызмет атқарды. Енді менде әкемде андай принцип бар еді да. Тек қана адал ақша табу керек, тек қана пара алмау керек деген түсінік болатын әрдайым. Сондықтан үйде көбінесе ақша жетіспеушілік деген сол кезден бері бар еді негізінен. Анам болса мұғалім болып жұмыс жасады негізі, бірақ көбінесе үйде. Біздің енді 5 бала ғой, 5 бауырымыз енді. 2 әпкем бар, 2 қарындасым бар. Сол кісілер жалпы бізге тәрбиемізге қараумен айналысты көбінесе. Жалпы арасында сол мектепте мұғалім болып та жұмыс жасайтын еді. Жалпы сізді мен естимін да, мен ұрған жоқ, ондай ит өсірген жоқ деп айтасыз да. Жалпы ұрмай өсірген бала наоборот бетімен кетіп қалады да. Қалай ол? Қай жерден жалпы ондай дейді? Абайды абай алған әжесі дейді ғой. Сол сияқты бәлкім кімнің тәрбиесінде болдыңыз жаңа? Әкеңіздің тәрбиесінде көбірек болдыңыз ба, анаңыздың тәрбиесінде көбірек болдыңыз ба? Кім сізді осылай жалпы ешкімді алдама, адалдан істе деген сияқты нәрселермен үйретті жалпы өсірді сізді? Жалпы енді негізінен әке шешем екеуі бірдей тәрбие берді деп айта аламын енді. Бірақ енді тек қана әке шешемізден емес, тағы да мені қателеспесем 6-шы класста әкем апарып медресеге берді. Сол жерде ақтақ, қаран, қара, жалпы сол білімді үйрететін тек қана шариғат қой. Сол нәрсені барып ұстаздарымыздан үйрендік. Не дұрыс, не бұрыс екен деген сияқты. Сондықтан уже мектепті бітірген кезде бұл нәрсе істеген дұрыс, бұл нәрсе істемеген дұрыс деген сияқты, дұрыс емес деген сияқты адамда былай айтқанда оғым келді. Көбінесе енді ағаларымызбен көп жүретінмін. Жалпы кәсіпте болсын, жалпы өмірде болсын, үлкен ағаларымызбен сөйлесуге, сол кісілерден ақыл алуға тырысатын едім. Жалпы солай. Балаңа Құранды үйрет, Құран өмірді үйрет деген не болды осында? Енді кез келген жерде мен ойымша адам егер шариғатты білсе, дінді білсе, түсініп тұрады да. Ертең жамандық істесе, ертең Алланың алдында жауап береді. Жақсылық істесе, сол жақсылығына жауап алады деген сияқты. Ал егер адамда ондай түсінік болмаса, діннен алыс болатын болса, мүмкін дұрыс емес жолға түсіп кетуі ықтималы көбірек болады ау деген ой менде. Ал енді Қуаныш ағамыздың автопаркына келіп қалдық. Жалпы Инстаграмда көріп жүрміз ғой. Көбісі айтады да, анау гелик аренданікі, анау өзінікі емес деп ше. Ал Түркістанға барып түсірді ғой Қуаныш аға, сол айтады да. Анау жағдайың түсіп кетті ғой, гелик арендаға мінгенсің ғой деп андай адамдардың ойлары сондай да. Нақты сіздің машинаңыз ба бұлар негізі өзіңіздің? Мынау сол жақта тұрған. Қызыл машина көрмепті ғой.
бұл енді әкеме бұны осыдан қателеспесем 3 немесе 4 жыл бұрын сыйлаған бұл көлікті. Әкем негізінен бұл автокөлік дегенге мүлдем қызықпайтын адамда. Қалай тұр, солай тұр. Енді арасында бағанағы бір інілерін шақырып, жүр, мына жерге барып қайтайық, осы жерге барып қайтайық деп барып қайтпаса, жалпы осы жерде тұрып, короче, әбіржіп жатыр бұл машина. Жалпы енді әкем білмеймін, қызықпайды. Әкем машинасы болғаннан кейін де бір сыйлағаннан кейін бұны сатайық деп айтуға да ұяласың. Тұрады осы жерде. Осы жерде тұрады енді. Амал жоқ енді. Мынау енді Genesis или Genesis қайда өзі? Genesis те Genesis те деп айтыла береді. Екеуінде разница жоқ. Бұл енді андай бір керемет бір машиналардың бірі. Алдын Түркістанға барған кезде бір мініп барғам. Жүрсе енді бөлек екен мынанша. Сол сияқты бизнес қой бұл енді. Иә, бұл енді өзім Дубайдан бұл машинаны әкелдім. Как раз бір Дубайға жұмыстармен барған едік. Сол кезден сол жақтан барып осы машинаны әкелдік. Обзор керек емес, бізге тек сыртын айтсақ болады, обзор бөлек видео көре аласыздар ғой. Иә. Енді жігіттің арманы, әр жігіттің бір бала кездегі бір мақсаты болады. Соның бірі осы Geelwagen. Получается, бұл арендаға емес, өзіңіздің машинаңыз ғой, дұрыс па? Иә, Аллаға шүкір. Ешқандай аренданың машинасы емес. Сізді осы машина көрсеңіз ашады да бұл осы машина ше. Алыстан көрсеңіз қуаныш жүру жақта деп ше. Балдар жүгіріп келеді жаңағыдай. Иә, бұны енді біздің роликтердің көпшілігінде осы Genesis пен Geelwagen түседі ғой. Сол арқылы уже кәдімгі танымал болып қалған ғой. Көшеде көрсе бірден сигнал басып, кәдімгідей жол беріп жатады осы машиналарды көрсе. Сондықтан бір халыққа ыстық болып көрінетін шығар. Керемет, керемет. Алдағы уақытта қандай көлік алу неңізде бар, ойыңызда бар? Енді бір нақты бір арман жоқ, осындай болса екен деген сияқты. Сіздердікі мақсат қой, біздікі арман болды. Енді қазір енді фокустың бәрі осы медианы кішкене дамытсақ, тек қана Қазақстан емес, бүкіл әлемге танымал болсақ деген ниеттер бар. Сондықтан енді алдағы уақытта енді бір ұнап жатқан машиналар болса ала береміз ғой, проблема жоқ. Жұмыстарымыз жүріп тұрса, қазір фокустың бәрі сол жақта, бағана медиа жағында, кино жағына бір үлкен кино түсірсек деген ниет болып жатыр енді. Қазір енді YouTube форматта түсіріп жатыр деген сияқты. Иә, керемет. Қазір біз Қуаныш ағаның жұмыс жасаған жерлерінің біріне барамыз. Алғашқы жұмыс бастаған. Көбісі сенбейді, көбісі оны Қуанышта істеген ма деп ойлайды да. Сол жерге баратын боламыз, иә, Қуаныш аға? Иә, кеттік. Кеттік, так что. Келік. 5/5 па, Қуаныш аға? 5/5. 5/5 Брабус. Зор. Кеттік. Потом енді алдын бір оқиғаны айтып берген едіңіз, есіңізде ма? Жалпы анау мектеп бітірген кезде келікпен келдіңіз ғой. Жалпы мен өзім бір 8 мектепті ауыстырғам ше. Әртүрлі мектептерде оқығам. Сонымен бір ауылымдағы мектептегі 10 жылдық болады деді. Бірақ мен осы нәрсені мектеп жалпы өзім мектебінде оқығанда да енді жетіспеушілік болғаннан кейін бір қатты армандайтын едім да, бір қымбат автокөлікпен келсем, осылай болса екен деген сияқты. Жалпы адамның өзінің көп кәсіпкерлері болсын, бір жетістікке жеткен адамдар деге, жалпы олардың көпшілігі біреуге бірдеңе доказать етіп жүреді. Негізі солай да, енді көбісі мойындамауы мүмкін, жоқ деген сияқты вообще. Бірақ әйтеуір осылай істесем екен, осылай бүйтіп қалған кезде бұрынғы жақсы көрген қызы көрсе екен деген сияқты болуы мүмкін да. Енді бізде андай мектепте енді көп нәрсе армандадық, енді 10 жылдықта осындай бір танымал болсам екен, қымбат автокөлікпен келсем екен деген сияқты бір қатты арман болды. Сонымен мені бағанағы 10 жылдыққа шақырды, мектеп бітірушілер жиналып жатыр деді. Сонымен барсақ барайық, жарайды деп. Мен ауыл ғой, енді қала емес. Ол кезде бұл Geelwagen цветі сары еді. Іненіңкісіне. Иә, енді көп адам дұрыс шатастырады, іненіңкі ба деп, ол емес. Іненіңкі еліктеу емес па? Жоқ, ол емес. Сонымен кәдімгі ауылға барам, енді ауылда енді эмоция да, енді бұл 4 жыл бұрын ба, қанша жыл бұрынғы не ғой, оқиға. Сонымен бәрі шокта. Қуаныш, сенікі ма, серьезно дейді андай. Енді ол кісілермен мен бұрынғы 6 класста ма оқығамда бірге. Содан кейін мен ол кісілермен связь үзілген, араласпаймын деген сияқты ше. 1 жыл, 2 жыл оқыдым, қателеспесем. Сол кезде бір араласатын, бір класстасым ба береді, осы күнге дейін араласатын едік. Сонымен сол кісі жазып қалады, осындай жиналып жатыр, сен кел обязательно деп ше. Сонымен 1 рет емес, 2 рет емес, 3 рет емес, біраз хабарласты. Сонымен барайын, онда барсам деп, сонымен ниеттеніп барған.
Аллахтың қалауымен сонымен класстарды сұрап отыр ғой. Енді андай тура сен мынандай класста оқып кетпедің бе бізбен деген сияқты. И мынау машинаның ішімен өзіңкі ма әлде андай аренда қалдың ба деп адамдар күліп жатыр да. Сол кезден аренда деп жүр десеңші адамдар. Енді өйткені ол кездегі қуаныштың бұндай нәрсеге мүмкіндігі жоқ еді деген сияқты ғой. Енді әрине бір айырып бір мықты жетістікке жеттік деген әңгіме емес қой. Енді аздап болсын кішкене танымал болып, жалпы сондай болғаннан кейін сұрағына осылай жауап беріп жатқаным ғой. Керемет. Қазір араласып тұрасыз ба? Класстас, группалас? Барлығымен араласып тұрамын. Ештеңе особо бір өзгерді деп ойламаймын. Барлығымен араласып, хабарласып, тиісіп тұрамыз. Қуаныш мынандай реклама салып жіберші сториске десе жауап бермей қалатын уақыттар бола ма? Енді мынандай нәрсе бар да, мен көп нәрсе реклама мүлдем негізінен жасап жүрген жоқпын. Енді алдағы уақытта мүмкін жасайтын шығармын, бірақ әзірге ешқандай реклама жасап бермеймін. Бірақ егер енді достарым, жақын достарым келіп, Қуаныш мынаның рекламасына түсіп берші деп жатса, проблема жоқ, барып түсіп беремін ше. Ода тұрған ештеңе жоқ, уақытым болып жатса. Енді өзіңді білесің ғой, Еркін. Продюсер болғаннан кейін бұлай реклама жасама, мынау болмайды, әзірше мына проекттердің арасында реклама болмау керек деген сияқты. Мысалы өзің айтасың ғой десе. Негізі бізде бір жоспар болады да. Кейбір егер біреуге отказ беріп жатса, значит бізде жоспарға сай келмей тұр. Яғни Қуаныш көтеріліп кетіпті, Қуаныш үйтіп кетіпті емес. Бізде бір план бойынша жүреміз, яғни мынандай контент мына уақытта шығу керек деген сияқты. Яғни ортасына салатын болсақ, анау жоспарымыз үзіліп қалады. Сол себепті біз көбінесе рекламаларға отказ береміз. Соны түсінсеңіздер болады, егер жақын адамдар тағы отказ алып қалып, Қуаныш көтеріліп кетті, анау мынау деп жүрсе, көтеріліп кетті емес, андай не ғой, өзінше болып кетті, адам естімей кетті деген сияқты түсінік болып қалмасын деген әңгіме ғой. Дұрыс. Оппо. Біз қайдамыз қожа? Енді халық арасында бұл жерде көбінесе Құлбазар дейді. Питақ қой, Питақ. Неге Құлбазар? Дұрыс атау қоя болмай ма? Білмеймін не екен. Бір түрлі естіледі. Buradan Құлбазар деп айтып кеткен. Питақ қой негізі. Так, бұл жерде енді бір факап қой. Қандай факап болды? Біреу ұрып кетті ма, біреу теуіп кетті ма, не болды? Факап, бұл жерде ондай факап болмады. Бұл жерге келуім себебі қателеспесем 9-10 класста осында келіп біз жұмыс жасайтынбыз. Жас баламыз ғой, мектептің баласымыз. 9 класс дейсіз ба? Шамамен сол уақыт. Көбінесе анда енді Аллаға шүкір қарнымыз тоқ, үйіміз бар, бірақ әйтеуір бір қалтамызда ақша болса екен, бір балалармен барғанда бір игротека, кафе болсын, жалпы бір жерге барғанда қалтаңда ақша болсын дейсің да. Сонымен осы жерге келіп жұмыс жасайтын едік. Бірақ көбінесе бізде андай ауыр жұмысқа емес, бұл жерде ана үйімнің есіктерін краскілеп бер, үйді жинап бер, андай бар ғой, мусорларын тазалап бер. Жеңіл жұмыстар. Обойын жапсырып бер деген сияқты жұмыстарға. Әлі сүйек атпаған баласыздар өзі, получается. Енді бұл жер сіздердің алғашқы жұмыс жасаған жеріңіз ба? Или алғаш табыс тапқан жеріңіз ба? Қалай? Жоқ, оға дейінде мойкада істедім деген сияқты, официант болдық. Официант болдыңыз? Грузчикте болдық. Енді көп жұмыс жасадық. Елестете Енді досым ең бірінші жұмысым менде мойкада еді. Автомойкаға досымның ағасы ашқан екен. Соны айтып, Қуаныш жаз уақытысында ғой, қателеспесем 8 класс бітірген уақыт. Сонымен жұмысқа желание бар ма дейді. Давай деп сонымен жұмысқа бардық. Сол кезде әйтеуір күніге 300-400 теңге табатынбыз. Соны жинап, жаз уақыт бойы соны жинап ақшаны сентябрь келген кезде қыркүйек айы барып өзім киім алатынмын. Және де 50 теңгеден көп қылып 100 теңгеден жинап, тиынды қылып, кремнің астына полный бәрін жинап қоятынмын ғой. Копилка. Ол жерде енді өзім копилкам ғой. Өткені достарымен игротекаға барасың ол уақытта ше. Сонымен ақшам болмай отырғанша, сол жерден 50 теңге күніге алып кетіп, игротекаға құртатын едім. Сонымен ол ақша қателеспесем жаңа жылға дейін жететін. Кәдімгі 4-5 айға ше. Сонымен экономда әрқайсысын солай жарататынмын. Получается, Құлбазарда да жұмыс жасап көрдіңіз, ақша тауып көрдіңіз. Енді мен қарасаңыз Құлбазарда да істедім, мойкада істедім, официант болдым, грузчик болдым. Сосын туалетте қаздық Алматыда,
торговый представительде болып істедік. Еще Есентай молды сіздер соқтыңыздар ғой. Есентай молдың ішіндегі именно нелерім бар ғой. Кинопарк 11 бар. Соның ішіндегі ремонттарын барлығын біз істедік енді. Басынан бастап бітіріп сол жерде кинотеатрды ашып кеттік қой. Ол жерде енді қара жұмысшы болып істедім мен. Бағана ковролон жапсырдық, стяжка қойдық. Кәдімгідей ол уақытта 60 мың айлық алатын едік сол жерде. Тамағы жататын жері бар еді. Тек қана өзім сол жерде жатып жұмыс жасадым. Қазір енді жұмыс жоқ, білмеймін, оқуды бітіріп алған небір жастар бар да, жұмыс жоқ, не істеймін, нормально айлық жоқ дейді да. Бірақ мына жақта қарасаңшы, Питакта қаншама адамдар тұр да, оның бәрі еріп тұрған жоқ қой. Иә. Яғни ұялудың керегі жоқ табыстау үшін. Енді мен айтар едім да, арам ақша тауып жатқан адамдар ұялсын. Адамдарды алдап, алаяқтықпен жүрген адамдар ұялсын. Бұлай жұмыс істеп жүрген, мысалы, адал жұмыс істеп жүрген адамдар ұялмай ешкімнен, былай айтқанда өзінің бала шағасын, әке-шешесін адал ақшамен бағып жатқан жігіттер ұялмай, былай смело жүру керек қой. Дұрыс. Қуаныш аға, сіздің өмірдегі біраз оқиғаларыңызды білемін да? Иә. Соның бірі, өзіңіз айтып берсеңіз, енді еркек жыламайды дейді ғой, бірақ жылаған көрсетпейді дейді. Сіздің бір жылаған моментіңіз бар, сол маған қатты өткен. Сондықтан бір адамдарға айтып өтсеңіз, Алматыда жүрген кезде ше, соны бір бөліссеңіз болар еді. Бір өзіме өткен дүние да ол. Содан кейін бар ғой, мотивация алып, дальше ұрдым дедіңіз да. Көптеген жастарға бір ақыл кеңес те болады деп ойлаймын. Енді ол жерде былай болды ғой. Енді Алматыда бағана Есентайда демекші жұмыс жасап жатқан уақыт. Сонымен ол жерде Есентайда жұмыс жасайсың, былай айтқанда туалет болатын жер, инструменттер тұратын. Бастыққа өтініш жасаймын. Аға, осындай осы жерде жатсам бола ма деп ше. Енді салқын емес, жылы, бірақ бәрібір бір зданияда бір өзің ғана ғой. Бірақ қасымыздағы жігіттер барлық квартирада тұрады. Енді квартира айына 10 мың теңге ма, қателеспесем сондай еді. Және де сен барып келуің бар, сонымен расход болып, айлықтың өзі 60 мың теңге да. Сонымен ол жер расход болмай қойсын, одан ше олардың барлығын тапқанын үйге жіберейін деп сол жерде қалдым. Сол кезде есімде мектеп бітірген уақыт қой енді 42 балл ғана жинағам, оқуға түсе алмай. Сонымен агент болатын ол уақытта ше. И барлығы жазады ғой, бүгін мынандай клубтамын, мына жаққа қыдырып жатыр, бірдеңке болып жатыр деген сияқты. Иә, сондай жазып жатады да, сол кезде бір қатты өкіндім да, қуаныш сен оқымадың деп ше. 42 балл алдың ғой деп ше. Тек оққанда бұлай сүмірейіп жұмыс жасамайтын ең деген сияқты басыма келді да. Сол кезде қатты өкіндім, студент болғым келді ше. Жұрттар сияқты барып, университетке барып оқығым келді. Сонымен сол кезде қиналып жүретін уақыт. Сол бір күн енді өзімді утешить ету үшін барып бір магазинге кола мен сникерс алып жеп отыратын ше кешке бағанағы. Дато достарым, класстастарым звондайды, қуаныш жатам, қайда түстің, не істедің дейді. Өзімше бір универ не істеп алғам ғой. Қандай аты? Атып ше АВГУ деп қоям ғой. Қандай се Алматинский гуманитарный военный университет деп қоям ғой, короче. Сондай ат қойған. Ондай жоқ та. Просто ялам ғой айтуға ше. Мен оқуға түсе алмадым, ақшам жоқ деген сияқты айтуға қатты намыстандым да. Бірақ бір жылдан кейін сол жұмыс істеп болғаннан кейін оқуға түстім Аллахтың қалауымен. Сол уақытта кішкене қиналып жүрген кезде бір күні кешке шығам, бағанағы оқиғаны жалғасы ғой, негізі айтып беріп жатқан. Бір сол дала шығам, неге Есентай жаққа сөйтсем, бір кісі жаурап отыр екен шетте бағанағы ше. Сонымен Алматы үлкен қала ғой, көп адамдар келеді, қалып кетеді деген сияқты. Сонымен барып қасына барам, аға, бәрі жақсы ма сізде? Жаурап қалмадыңыз ба? Алғаш емес па? Алғаш емес, вроде нормально. Сонымен айтам, жүріңіз, есілші, бағана мен қасыма келіп жатсаңыз болады, главное 6-7 кейін кетіп қалыңыз, бастық келмей жатып дедім. Сонымен сөйлесіп отырсам, қасындағы таныс бағана бір кругтың балаларымыз ғой енді. Балалар өтіп бара жатыр, араласып жүрген. Оппа, сонымен көремін да, енді достарың ғой сен, енді қуанып аналарда, басқа қалада көрсең, датығы бір ең жақындарын көргенде жүрегің жарылып бара жатыр ғой. Сонымен бүйтіп қараймын да, аналарға бір шетінен мына түрімді көрсетуге ұялып тұрмын. Үстінде енді ескі киімдер, бірақ таза. Шлепка киіп алғам, шамамен сіздер түсінікті болу үшін қарашаның соңы ғой, примерно ше. Күн салқын кәдімгідей. Шлепкамен кетіп бардым, бірақ қалың әскер киіп алғам да. Ең басты үстін таза. Сонымен енді достарым болғаннан кейін аттарын айтамын ғой, андай деп ше. Олар қарайды,
айтпай ақ қояйын аттарын. Сонымен фук қарайды да олар. Қуаныш, неғып жүрсің дейді. Жай сол, короче, жұмыс істеп жатырмын дейді. Қой, иә. Осы жердесің ба? Иә. Алматыда деп естіген едім дейді. Иә. Алматыда өздерінше отам дейді. Енді олар кәдімгідей кожаный там нелер киіп алған. байдың балалары ма? Жағдай жақсы кісілер ғой енді олар. Жағдайлар жақсы, енді сонымен одеколон ұрып тұр. Сонымен бір 3 минуттан кейін енді достарың ғой сен көргеніне даты қуан жүрегің жарылып тұр ғой. Сонымен тұрады да Қуаныш онда жарайды хабарласамыз ғой дейді ғой. И сол кезде менде андай не болды да, жүректе Удар болды. удар болды да. И бірақ альхамдулилля мына нәрсені түсіну керек екен. Сен әлсіз, білімсіз, ақшаң болмаса, былай айтқанда нычик болсаң, ештеңе істемей жалқау болатын болса, сен ешкімге керек емессің да. Сол кезде түсіндіңіз ғой осы. Иә, сол кезде кәдімгі бір точкасын берген сияқты болды да осы нәрсе ше. И ол нәрсені түсіну керек та. Кейбір достарым да айтады да, мен жағдайым бар кезде бәрі хабарласатын, бәрі сұрайтын дейді да. Қазір ешкім звонсам да алмайды деп қапа болады да. Бауырым деймін да, бұл өмірдің заңдылығы. Сен өмірде әлсіз не болатын болсаң, сен ешкім керек емессің дейді да. Сондықтан бұл нәрсені қабылдау керек. Әрдайым ер жігіт болғаннан кейін, жалпы пенде болғаннан кейін бір орында тұрмай даму керек, өсу керек, іздену керек, жүру керек та. Жата берсе адам ешқандай жетістікке де жетпейді. Сонымен өз-өзіне қапа болып өмір өтіп кетеді. Получается, мына ситуацияға түсуіңізге сіздің біліміңіз болмағаннан кесірі, яғни оқыған кезде сіз ондай болмас едіңіз ба сонда? Мүмкін. Себебі, мысалы енді мен мектеп уақытында дұрыс оқымадым, оқымаған себепті 42 балл жинадым да. Егер ол жерде 100 балл жинағанда бір жақсы университетке оқуға түсер едім, грантқа. Сол кезде оқып жатар едім, иә. Бірақ мына нәрсені түсіну керек, оқу ешқашан кеш болмайды. Өйткені ана сөз бар ғой, троечники править миром деген, мне кажется, өтірік әңгіме да. Себебі сен білімсіз болсаң, сауатсыз болсаң, сен жетістікке жетуін сәл қиындау по-любому ше. Өткен мені енді Қазақстандағы мықты кәсіпкерлермен, Forbes-тағы кәсіпкерлермен жолығамын ғой, бәрібір де деңгейі білініп тұрады да. Болашақта оқып келген жігіттер болуы мүмкін, иә. Кәдімгі деңгейі білініп тұрады. Оқымаған адам мен оқыған адам farқы бар да бәрібір. Сондықтан білім алу керек. Білімсіз мен үйтем деген әңгіме өтіріктеу негізі. Енді бірақ енді сізде сол кезде возможность болмады да, бірақ қазірде осындай жастар көп па? Возможность оқуға түсуге ақшасы жоқ. Оқығысы келеді, бірақ жаңағыдай ақша тауып береді, ата-анасы тауып бере алмайды деген сияқты жағдай. Олар не істейді? Қара жұмыс істеп жүрген адамдар сонда олар ешқандай жетістікке жете алмай ма? Или қиын ма жету? Қалай? Бұл жақты мен айтқым келіп жатқан тек қана универде емес қой оқу. Адам кейбір адамдар мысалы университетке оқымауы мүмкін, бірақ өзінің саласында мықты маман болуы мүмкін. Мысалы, біреу білім маркетолог бойынша, мысалы маркетологсыз ғой, білімі болмауы мүмкін де арнайы университет, бірақ сол туралы көптеген курстарға баруы мүмкін. Мүмкін мықты бір маман қасында білім алу мүмкін деген сияқты. Сол арқылы өзінің бір деңгейін өсірген болуы мүмкін. Сондықтан бұл жақта оқу деген тек қана университет. Тек универге түсу емес, мектепке оқу емес. Әрине. Былай өмірден іздену керек, оқу керек, білу керек. 100%. Сол кезде бір жерде жарады ол, дұрыс қой? Міндетті түрде. Бір ретте Инстаграмнан бір ағылшын несі кәсіпкердің айтып жатқан нәрсесін естіп қалдым да, айтады да, сен әрекет жаса дейді да, істе дейді да, болмай қалды дейді, бірақ сен мықтырақ болдың дейді да. Істе болмай қалды, бірақ сен мықтырақ болдың дейді да. Істе болмай қалды, бірақ сен тағы да мықтырақ болдың дейді да, бұрынғы қарағанда. И және істе дейді да, банк атады дейді да. Ол солай жұмыс жасайды дейді да. Сен істедің болып кетті деген нәрсе жоқ дейді да. Болмай қалса проблема жоқ. Сен кешеге қарағанда бүгін мықтырақ болдың деген сөз да. Тәжірибе жинайсың ғой. Әрине. Әр әрекет саған бір жаңа опыт береді, бір тәжірибе береді. Менде өзім көптеген жастар бар, болмай жатыр, анау болмай жатыр, мынау болмай жатыр дейді да. Сен просто істей бер, өзің ойлаған нәрсең алдағы уақытта бір момент келеді да, сол кезде ұстап қаласың да. Бізде сондай болды ғой, біз 4 жыл мысалы маркетингте жүрдік, табыс таба алмадық, ананы істедік, мынаны істедік та. Аллаға шүкір, қазір жасап жатқан проекттеріміз барлық шеттен атып жатыр да. Неге? Оның бәрі сол кезінде жиналған тәжірибелер да. Біреуде тегін істедік, біреуде қадалдық, біреуге қарызға кірдік та. Сол нәрсені түсініп, келесі нәрсе сол ошибканы жасамауға тырысасың да. Вот сол кезде яғни өзіңнің ошибкаңнан сабақ ала бастайсың. Дұрыс айтасың, 100%. Вот сол арқылы бір нәрсе жасауға болады. Мынау плазаның алдында жүрміз да, Қуаныш аға. Сол кезде алдым, помните, бір съемка жасап жаттық та. Сол кезде жаңағыдай охранник келіп түсіруге болмайды, анау-мынау деп бір
инстаграмға тарап кетеді, кипш болып кетеді да. Мен сол кезде просмотр жинаған еді, бұл 2-3 жыл бұрын не шамамен. жоқ, бір жыл болмады ғой. Ол как раз Бақнұрлармен түсіріп жүрген уақыт еді ғой. Сол кезде Қуаныш мен бір түсінгенім бар ғой, мысалға сізге дейін де басқадан айтып үйреніп қалған ғой олар. Бәрі болды да кетіп қалады да, бірақ сіз кәдімгі өз құқығыңызды қорғай алғаннан кейін, заңды білгеннен кейін, аналар кәдімгідей ұйықтап тастады да. Мен сол жерден түсіндім, оказывается, адам өз құқығын қорғап, өзіне керек нәрселерді жаттап алу керек деп ше. Жалпы ол қай жерден шыққан нәрсе негізі? Құқықты оқу, өзіңнің жаңағындай қоғамдағы орныңды біліп, жаңағындай ненің дұрыс емес екенін қақтан пайда болды, қақтан үйрене бастады соны. Менде или шекеге конкретно тиген момент болды ма? Тиген момент болды. Короче, машинамен жүрген кезде гаишниктер, қызметкерлер тоқтатады ғой, инспекторлар. Сол кезде сен білмейтін статьяларды айтады да, мынаншаншы статья бойынша, мынаншаншы статья деген сияқты айтып жатады да. Сол кезде сен ол статьяларды білмейсің ғой. Білмегеннен кейін сен жегізе береді ғой, жайлап ше. Или штраф төлейсің, или лево бересің да? Иә, менде принцип бар, всегда пара бермеймін деген сияқты ше. Сол кезде бір күні документтерім қалып кеткен. Документтерім жоқ машинаның. Сонымен гаиш тоқтатты бағана. Сонымен барам, тоқтаймын. Сонымен бір емес 3-4 статья айтады ғой. Саған штраф 101-ден кем дейді да. Мен түсінбеймін. Сол кезде документ жоқтығына соншама штраф бар деген сияқты жоқ. Саған мынау статья деген сияқты айтып жатыр. Ол статьяны түсінбейсің. Содан кейін тұрында онда болды, бауырым жас бер деймін ғой, короче. Сонымен бір кезде бұлай көндіреді айтады. Может тастап кетесің шығарсың деген сияқты көндіріп тұр да. Сонымен тұрды да жарайды деді, короче, 15 теңге штраф. Енді бір аптаның ішінде төлесең 7 теңге ғой. Сонымен 7 теңге төлеймін да. Сол кезде түсіндім да, мен құлақтан тепкенше. Содан кейін кітаптарды алып, маңызды, жалпы көп нәрсе кездесетін бір штрафтарды, андай заңдарды жаттай бастадым ғой. Сонымен жаттай бастағаннан кейін уже уверенность пайда болды. Когда сенде білім болатын болса, кез келген нәрсеге сенімділік болады да. Сонымен осы жерге келді ғой, бағана түсіруге болмайды, мынандай статья деп. Сонымен өздері 102-ге звондады. Бағана инспекторлар келді, кәдімгі кипиш болды осы жерде. Келгенде өздері өгініп қалды. Статьямен оларға да түсіндіріп айтқаннан кейін өздеріңкі дұрыс емес екенін түсінді да. Оға дейін көптеген адамдар, бағана блогерлер болсын, басқа кісілер, модельдер болсын, бұл жақтан рұқсат сұрайды екен да. Жалпы общественный местада түсіруге ешқандай заң тыйым салмаған, сондықтан вообще түсіруге проблема жоқ. Одан кейін де қанша рет келіп түсірдік, артында да, алдында да, ішінде де ешқандай проблема жоқ негізі. Уже сіз келсеңіз алыстан тани бастайды олар, байқадыңыз ба? Иә, өздері де келіп оперативно жұмыс жасай бастайды дейді ше. Охранниктер де келіп андай айтады да, сыртқа ауыспа братан деп ше, андай. Уже біліп түсініп тұрады да. Сондықтан егер бағанағы айтқандай білім болса, егер сол туралы кез келген білім, мысалы заң туралы болатын болса, өз-өзіңізді әрдайым қорғап шыға саласыз да. Ал енді білім болмайтын болса, қорқып, может мен сотталып кетем ба, может мен алып кетеді, может 100 мың штраф салама деген сияқты қорқыныш болғаннан кейін көп нәрсеге аяқ тартатын болып қаласың. Түсінікті. Енді мынандай бір сұрақ та. Сізде бір белгілі бір жетістікке жетудің формуласы бар, Қуаныш аға. Өзіңіз білесіз ба, білмейсіз ба да? Қандай ол? Мысалға, Инстаграмға біз план қойған едік та, осындай жаңа личный брендті құрамыз деген сияқты. Сол кезде мықты состав құралды, мықты команда жинала бастады да. 6 айдың ішінде 300 мыңнан аса оқырман Инстаграмда, ТикТокта 400 мыңнан аса оқырман жиналды да, 6 айдың ішінде да. Ол біреудің, бір блогерлердің 4 жыл болды аңсап келеткен подписчигі да, былай айтқанда ше. Сізде бір жетістіктің бір формуласы бар да, сонымен бөліссеңіз, маған қызық мысалға, қалай ол деген сияқты ше. Енді бірінші ниет қой, ниетін тұрлап әке-шешемнен дұға алып алдым. Сонымен екіншісі осындай өздерінің сияқты мықты команданың арқасында. Ол жақта мысалы енді экранда жүрген мен ғана болсам да, артында сценарист, продюсер, видеограф деген сияқты актерлар, бағанағы көптеген адамдардың жұмысы да. Аллахтың қалауымен анализ жасадық, іздендік, қарадық, оның арасында сериалда түсірдік, атпай қалған проекттеріміз қаншауы да. Бірақ халық тек қана атқанын ғана көреді ғой. Қанша миллиондап ақша құрттық деген сияқты да, жеке брендке. Енді қазіргі 2025-те Инстаграмның, ТикТоктың, жалпы ютубтың дамыған заман уақытында адамның личный бренді деген өте маңызды ғой. Кеше бір ТикТокта қарап отырсам, бір жігіт айтады да, мен Қытайдан товар алып сатам дейді да. Сонымен соларға барып айтамын дейді да,
алып жүрген жерім ғой дейді. Барым маған осындай бір $500 реализацияға берші дейді да. Сонымен олар айтады дейді, қытайша Instagram көрсетші дейді да. И Instagram көрсетейін десем, не сурет қоймаған ештеңем жоқ дейді да. Сол кезде бастап түсіндім, мен что личный брендті качать ету керек екен дейді да. Сонымен Қазақстанға келдім, сол күннен бастап іздене бастадым, видеолар түсіре бастадым дейді да. Содан кейін жарты жылдан кейін мен оларды шақырдым дейді. Шақырып офисімді, заводымды, жалпы жұмысымды көрсете бастадым дейді да. Содан кейін олар маған сеніп берді дейді. Сол кезде егер оның личный бренді жақсы жүріп, жалпы компаниясы туралы, немен айналысатын туралы болған кезде оған мүмкін $1 миллион беретін бет деген сияқты ғой. Сондықтан личный брендтің күші өте мықты. Және де бір ретте де тағы енді TikTok-тағы енді кісілерді көресің ғой, Instagram-да ол жерде де айтып жатыр да, сен 10 мың живой подписчигің дейді. Астана қаласындағы квартирадан қымбат тұрады дейді да, құндылығы. Сен қаншалықты аудитория көп болған сайын, сапалы болған сайын, сен ақша тауын, сен мүмкіндіктерін көбейеді деген сөз. Байқадың да, анау қазір анау киноның премьераларына, жаңағыдай блогерлердің немесе кәсіпкерлердің ортасына всегда сияқты жүретін болыпсыз да? Иә. Өйткені андай ғой, сізді баяғыда танымайтын еді, сөзін ашыған, бір жыл бұрын ешкім танымайтын еді. Бірақ қалай Instagram қолға алғаннан кейін уже шақыратындар да көбейді, мықты блогерлерді шақырып жатады, қуаншаға деп асты-үстіңге түсіп жатады да. Бұл деген енді жақсы жағынан қарасаң, көптеген бір есіктерді ашып, возможностьтар беріп тұрған дүние болып тұр. Өте үлкен мүмкіндік. Мысалы, көптеген үлкен кәсіпкерлер болуы мүмкін да. Ол мүмкін там 20, 30, 100 миллионда ақша табуы мүмкін да. Бірақ егер ол адамның личный бренд дамымаған болса, оны особо бір тек қана узкий кругта ғана признавать ету мүмкін. Ал жалпылама елге бүкіл мысалы осы личный бренд дамыту арқылы мен сүт қауыс компаниясы Қазақстанға танымал болды да. Мысалы сүт қауысының продукциясын білмесе де, бірақ ол компания туралы естіп және мен немен айналысатын туралы адамдар жақсы біле бастады да. Оға дейін мысалы сүт қауыс компаниясының чисто таргетіне айына $2 миллион ақша құртатынмын да. Бізде асыл жоқ. Қазір ешқандай таргет ештеңе керегі жоқ. Жай ғана рилс түсіру арқылы ғана клиенттер қырылып жатады. Енді анау әні бастаймын, міні бастаймын деген кәсіпкерлерге не айтасыз? Енді андай идеальный моментті ешқашан күтпеу керек ше. Мен түсінігімде кез келген нәрсені бастап кету керек. Мысалы, андай идеальный момент күтсін жүре бересің да. Істеу керек па? 3-ке істе. Просто тупо істе, қолынан келгенше істе. Сосын оны уақыт келе 3,5-ға турлайсың, сосын 4 деген бағаға турлайсың да. Жылдар өте, сонымен 5 деген бір мықты профессионал ретінде істейсің. Мысалы, менде былай айтқанда бір журналист емессің ғой, немесе бір актер емессің да. Ақын емессіз бе? Кәсіпкермін ғой. Кәсіпкер болсам да осы нәрсені істеу арқылы Аллаға шүкір әрекетке береке болады да. Өзім кәсібімді, жалпы өзімді Қазақстанға осы контент арқылы таныта білдім. Кеше де бір театрдың кісілерімен сөйлесіп отыр. Олар мықты маман. Өздері театрда страшный ойнайды, кино түсіріп жүрген жігіттер да, бірақ түсірмейсіңдер ма деп құндылығын түсіндіріп алсам істеу керек еді. Бірақ 10 кило азайын, содан кейін бастаймын дейді да. Ол бастамайды да, өтірік әңгіме да. Мен азып алайын, декабрьдің үйтейін, бүтейін деген сияқты. Жаңа жыл бастасын, понедельник кесін. Январдың, қаңтардың біріне бастайын, понедельник бастайын деген әңгімелер өтірік. Сондықтан қазір сіз қандай? Вот идеальный момент күтпеу керек. Вот қазір ма? Қазір бастап кету керек та. Возможность бар, қандай қазіргі уақытта, сонымен әрекет жасау керек. Ал енді идеальный моментті күткенде адам желаниесі вообще қайтып кетеді. Түсінікті. Миллиард жасап жүрген сүт қауыс компаниясының негізін қалаушы Қуаныш ағамыздың кәсіпінде қанша теңге жүреді екен, соны бір қарайық. Жалпы Қуаныш аға көрсете аласыз ба негізі? Енді жасыратын ештеңе жоқ, в принципе ше. Көбісіне қызық деген ойдам негізі ше. Базар жоқ. В общем, ақша бар. Ақша бар дегенде енді бағана айтып жатсың ғой, миллиард деп. Миллиард ол оборот та ол. Оборот түсінбей. Ол миллиард бір тауып айына үйтіп жүрген жоқпыз. Алла қаласа сол күнге де жетейік. Алла қаласа. Қазір біз Қуаныш ағамыздың сүт қауыс компаниясының офисына келдік. Сол жерде ең бірінші көзге түсетін нәрсе мынау полкалар ғой. Мына жерде кітап пен сертификаттан көп нәрсе жоқ Қуаныш ағай. Мыналар әшейін бит па или конкретно оқисыз ба негізі? Негізінен көпшілігі бұл кітаптарын оқығанмын. Енді бағана айтқандай ғой, енді мектеп уақытында мектеп оқымағаннан кейін ол нәрсе қатты білінеді да. Содан кейін көптеген кітаптарды оқи бастадым. Бірақ мен кітаптарды әрдайым запроспен оқимын. Менде мысалы проблема складта болса, складта бойынша мысалы кайдзен оқимын да. Склад бойынша
жүйелеу да. Сол жақтан осы жақтан решенияларды аламын. Мысалы Toyota'да осы кітаптардың барлығын оқу арқылы решение табамын. Қандай да бір проблема болып жатса, по финансу болып жатыр ма, финанс туралы кітап оқуға тырысамын да. Сол кезде ол проблемаларды шешетін болады. Жалпы айтқыңыз келгені, қазір мен бір кітап оқығым келеді, бірақ өзімнің сүйікті кітабын таппай жүрмін деген адамдарға тек запрос бойынша болсын, дұрыс па? Өйткені мысалы әрбір білім тек қана амалмен өлшенеді да. Егер сен білімді алдың, оқыдың, бірақ ол білімді қолданбайтын болса, былай айтқанда кітап артқан ешек сияқты болып қаласың да. Сондықтан ондай болып қалмау үшін адам кез келген нәрсені запроспен оқу керек. Ода проблема, мысалы, қызбен танысу болып тұрса, мысалы, ода қорқыныш бар, немесе там сөйлеу болса, там камераның алдына болсын да, соған байланысты кітап оқыған жөн. Мысалы, сізде қандай проблема бар? Сол проблеманы жабатындай, сол тақырыпқа байланысты кітаптарды оқыған жөн. Сосын андай нәрсе естідім, соған қаншалық келсеңіз, кітаптың нақты өзің жаңа керектісін ғана оқып, қалған оқымай қой деген нәрсені қалай ойлайсыз? Енді бұрында да бір ағаларымыз кітап көп оқитын кісілер сатып алады да, бір бетін оқиды, болды, тастап кетеді мысалы. Енді айтады да, бір кітапты бір идея үшін оқиды дейді да. Енді оны мүмкіндік бойынша барынша оқыған жақсы ғой, бірақ енді ол жақтан сол бар идеяны алып, хотя бы екі-үшеуін алып қолдансаң, ол пайдасы күшті болады да. Мен бұрынғы уақыттарда еститінем, бір кәсіпкерлер жай ғана бір кітапты оқу арқылы полный бизнесін жүйелеген. Бізде және де бір ұстазымыз айтатын еді, осы кәсіпте жүрген. Егер сен өз кәсібінде 5 түрлі кітап оқымасаң, өзің кәсібін туралы. Енді менде мысалы кәсібі бизнесменмін ғой. Бизнес туралы 5 кітап оқымасаң, ол саланы білем деп айтпа дейді да. Егер сен маркетолог болсаң, маркетинг туралы 5 кітап оқу керексің деген сияқты. Егер сен там оператор, видеограф болсаң, сол сала бойынша, немесе өзің бағана интернет-магазин ба, сен кәсібін, сол интернет-магазин туралы деген сияқты. Бірде бір досым келді, Қуаныш, бір Alibaba сияқты үлкен платформа ашқым келеді дейді, тауарлар оптом сатуға дейді, розница сатуға. Бірақ басым жетпей жатыр, не істеуге дейді. Мен айтамын да, бауырым деймін да, қазір енді бізде мүмкіндік жоқ. Бағанағы Amazon егесімен кездесуге, болмаса Alibaba'ның основателімен кездесуге мүмкіндік жоқ. Бірақ олардың бізде қалдырған кітаптары бар. Сол кітаптарын оқи отыра, олармен бір шай ішкендей боламыз да. Сонымен задание бердім, давай 5 кітап ал. Сонымен ол айтады да, бар бірден алды, бірінші кітаптан 10 бетке келген кезде айтады, Қуаныш, маған түсінік келді, идея келді дейді да. Лайфхак екен негізі қолдансаңыздар. Сондықтан кез келген нәрсені бастамас бұрын сол туралы білім алсаңыздар, уже нақты көрінеді да, уже қайда бару керек екенін. Тупа бара бергенше сол білімді алып, әрекет жасасаңыздар, соған қарай берекет береді Алла. Одан кейін мынау көліктер там Альфард тұрған жерде. Альфард қазақтың несі ғой. Коллекция жинаған жақсы көресіз бе, или қалай? Жалпы мынандай не ғой енді. Қалай айтсам болады? Құдай қаласа ырымдап қойған түрім ғой, осындай алдағы уақытта осындай машиналарым болса екен деген сияқты. Lamborghini бағана, Rolls-Royce деген сияқты. Енді бұл жүгілені бір ұнап қалды, бұрынғы не екен, сонымен қойып қоя салдым, иә. Бір Tesla деген сияқты. Жалпылама осы жердегі бір негізі бұдан да көп еді, кішкентай балалар келеді да, біреу-біреуден әкетіп қалған, сонымен азайып қалған ғой. Мына жер негізі 3 қатар болып почти толып тұратын бастапқы уақыттарда. Бір көзге әдемі көрінеді екен да. Одан кейін көзге түсетін нәрсе сертификаттар, алғысқа сертификаттарда тұр. Мына жерде мына стратегический менеджмент дейді, мынау маркетинг без бюджета, который нужен сейчас дейді, жаңағыдай игроманның, мысалы, өзім мықты маркетологтардың бірі ғой. Жинап тастапсыз да сертификаттарды. Жалпы оқудың бұл обучениенің түбін түсірген сияқтысыз. Қаншалықты жалпы көп оқисыз, обучение курс сатып аласың, курс деген актуальный болып кетті ғой. Негізінен әрбір адам тал бесіктен жер бесікке дейін білім алу керек та, тоқтамай. Енді әрдайым білім алуға әрекет жасаймын. Мысалы, менде қандай да бір запрос болса, компаниямда, ол мүмкін команда бойынша, мүмкін маркетинг, мүмкін финанс бойынша да, сол жерге барып, мен білім алуға тырысамын. Мысалы, кәсіпкер деген кім ол? Кәсіпкер деген, мысалы, маркетолог келіп тұрса, мен маркетологқа технический задание бере алатындай білім болу керек та. Кішігірім база білім болу керек, түсіну керек та. Еркін қандай деңгейде екенін мен түсіне алатындай егер болатын болсам, білім болатын болса, ол маған келіп алдай алмайды. Мен ондай істеймін, мынандай істеймін деп өтірік алдай алмайды. Сондықтан оның мен біліп тұрамын нақты қандай деңгейде екенін. Сондықтан әрбір кәсіпкер
жалпы маркетинг болсын, финанс болсын, продажа болсын, жалпы не бар, сол туралы кішкене базовый білім болу керек. Тамаша. Сондықтан мен әрқайсысынан өзіме керекті білімдерді алғанмын. Мен бұл жерде алғыс хаттар, бағанағы муфтидің алғыс хаты бар, имамдардың, әкімдердің деген сияқты әр жерлердің бағана алғыс хаттары ғой. Енді бұл сыйған әкеге біразы сыймай артында да тұр, және де үйде біразы бар деген сияқты. Байқадық. Болды, онда жайғасып жалғастырайық онда. Болды. Қуаныш аға, енді жетістіктеріңізді барлығын айтып болдық деп ойлаймын. Енді факап, кәсіптегі факап, ең үлкен қадалу қай кезде болды, қалай болды, қанша сумаға болды, сол жайлы айтып берсеңіз. Менде ең үлкен қадалыс есінде қаңтардың уақыты ғой, как раз. Енді бізде қаңтар оқиғасы, былтыр болды, былтыр 2 жыл бұрын болды ма? 2 жыл бұрын. Сол уақытта бізде енді жалпы өндірісіміз Шымкент қаласында еді ғой. Сонымен Өзбекстанға көшіргенбіз. Өзбекстанда енді сырьенің бағасы, жалпы адамның жұмыс ақысы арзан болғаннан кейін Өзбекстанға көшірдік. Сол уақытта енді границадан тауар өтетін болып, бір вагон тауар артқанбыз. Тауар граница Өзбекстаннан шығады да Қазақстан жаққа келеді да, сол кезде бізде қаңтар оқиғасы басталып кетеді ғой. Тауар қалып кетеді ортада. Ортада қалып кетеді. Сонымен ол жағдай тынышталам дегенше билік ауысты, границалар полный ол жерде жауып тастады вообще. Ол жерде полный там начальство ауысқан, проблемалар болып жатыр. Сонымен 3 аптадан аса уақыт, қателеспесем 4 аптама тауар қалып кетті осы жерде ортада. Сонымен ол вагон полный жабық, ауа кірмейді былай айтқанда. Сонымен тауардың барлығы құртылып кетеді ғой. Сол кезде қателеспесем бір 45 миллион теңгеге тауар құртылды. Сол кезде бір минусқа кірдік. Бірақ мен бір түсінгенім, әрбір қадалыстан кейін, әрбір осындай бір факап болғаннан кейін менде әрдайым прирост болады, әрдайым өсу болады. Осыдан, например, 7 жыл бұрын бір 5 миллион теңгеге бір қадалған месінде. 5 миллион теңге? 5 миллион теңгеге. Сол кезде татау басым бар ғой. Ана татау менен басқа үлкен проблема менде ғана ма деген сияқты қатты сондай бір сезім болды да. Татау есінде мынау 5 миллион теңге қадалдым, тауар бәрі бұзылып кетті. Сонымен бадам өзенің қасына барып отырмын ғой. Қайда барарын білмеймін ғой, өзім ғана отырмын ойланып. Суицидке ой болған жоқ па? Жоқ, Алла сақтасын, ондай мүлдем ой болмады. Бірақ андай татау ана 5 миллион теңге кетті ғой деген сияқты болды да. Оның орнына бір жақсы машина алып алатын едім ғой деген сияқты сол кезде сондай ой болды, жаман. Енді ол кезде де 5 миллион құны бар ғой әжептәуір. И сондай бір сезім болды да. Содан кейін мен түсіндім да, әрбір сондай қадалыстан кейін менде кәдімгідей X2, X3 деген сияқты өсу болады. Сонымен кез келген сондай факаптарға қадалуға дұрыс қарайсыз. Дұрыс қараймын, және ондай болып жатса, значит, қуаныш өсетін уақытың келіпті деген сияқты өзімде санамда сондай бірден береді да. Минусқа кірдім, нормаль деген сияқты. Енді кәсіп болғаннан кейін кіріс бар жерде шығыс та болады деген сияқты. Ол нормально да. Бірақ енді бір шығыс бар екен деп тупо сүй беруге болмайды. Қадалдың ол нәрседен сабақ алу керек. Келесіде ол нәрсені қайталамайтын әрекет жасау керек та. Ал егер сен нормально это деген сияқты қабылдап сол ошибканы жасай берсең, ол сен нормально емес, оны сен просто ақымақтығын деген сөз. Бір қателікті 3 рет қайталасаң уже ақымақтық. Яғни әрбір қиындықтан кейін бір жеңілдік бар дегендей. Исламда айтады бізде, әлбетте жеңілдік бар дегендей. Дұрыс қарайсыз. Жақсы. Енді сол кезде жалпы андай болды ғой, 5 миллион айтып жатсыз ғой, 5 миллион қадалған кезде ойбай мынандай ой болды, андай ой болды деп. Жалпы ондай ситуация болып тұрады, өзі айтқандай болып тұрады. Өмір ғой, өмірдің заңдылығы. Енді сол жерден қайтып шығасыз, жалпы стресс ғой, енді товарыңыз тұр, мына жақта клиенттер айқайлап жатыр. Бір андай болады, бір безвыходный ситуация тұрып қаласыз ғой. Өзіңіз сол моменттен, сол ситуациядан қалай шығасыз? Негізінен көп кезде мысалы проблема болып жатыр ма, например, сол проблеманы мысалы клиенттерге жақтан болса, клиенттерге бірден түсіндіру керек ше. Телефонды алмай, қашып, ондай болмау керек. Егер партнерына сол кезде ақша қарыз болып қалдың ба, нақтыны айтып, бауырым, мен осындай минусқа кіріп қалдым, ренжіме, мен саған міндетті түрде қайтарам, бірақ та 1 жылда қайтарам, 2 жылда қайтарам деген сияқты нақты
уақытын айтып жағдайын түсіндірсең, ол да пенде де түсінеді. Ал егер сол уақыттарда қашып тығылып жүріп немесе клиенттерге звонса алмай деген сияқты сондай тірлік істеп жүрсең, сен уже как мошенник ретінде қарай бастайды да. Сондықтан кез келген нәрсені енді қолдан келгенше әрекет жасау керек, дұрыс істеуге. Қалған барлығын Аллаға тапсыру керек. Алла өзі барлығын жайғастырып реттеп қояды. Ең бірінші дұға ғой. Енді мен ойлаймын, мұсылман адамның ең күшті қаруы ол дұға деп ше. Осы дұға арқылы көптеген жетістіктерге жетуге болады да. Мысалы садақа, дұға деген да. Мысалы мен айтарым, жай ғана садақа арқылы, мысалы осы кәсібімнің жақсы жүруінің себебі де мүмкін сол шығар. Неге? Себебі менде мынандай жүйе қойып қойғам, осы тапқан табысымның определенный процентін садақаға беріп отырамын. Мысалы көбінесе адамдар садақа деген нәрсені андай қылған ғой, есіне түскенде беретіндей. Ал менде осы нәрсені жүйелеп қойғам. Мысалы нақты осынша түссе, мысалы айына 20 миллион табатын болсам, осынша пайыз, 30 миллион тапсам, осынша деген. Условно айтып жатырмын да сіздерге түсінікті болу үшін. Әрқайсысына өзім пайыз қойып қойғам. Сондықтан бұл нәрсе егер мен минусқа кетсем де ештеңе болмайды. Альхамдулилля деймін, ол өйткені Алладан деймін, өзім қолымнан келгенше әрекет жасаймын. Үлкен табыс жасасам да альхамдулилля да, сол кезде екі жақта да жүрекке кіргізбей дүниені былай алыстан ұстайсың. Садақаң, зекетін әрқашан болып тұрса, беріп тұрсаң, ешқандай ондай уайымда болмайды. Түсінікті. Енді мынандай нәрсе да, біз енді кәсіптің әр түрін көріп жүрміз да, әртүрлі кәсіпкермен жұмыс жасап жүреміз. Сол кезде өзіміз ойлаймыз, енді біз де өзіміз кәсіп ашсақ деп, ананы көреміз, наны көреміз. Сүт хауыз, жалпы құрт сату қалай ойыңызға келді? Өйткені сізде білемін, моменте бір 6-7 бизнес болды деп айтасыз да. Солардың арасынан құртты бүйтіп суырып алып, мен құртпен айналысамын деп ой қашан келді, және оны қалай сездіңіз да? Өйткені құртта енді әр бизнес өзінің белгілі бір маржасы бар да. Мысалы бізде айтып жатады, строительствоға барсаң, оқта маржа көп деп жатады да, жаңағыдай табыс көп табасың деп ше. Құртта мысалы енді строительство сияқты көп емес, бірақ сізде строительствоның да нишасы болды, басқа да нишалар болды да. Бірақ сол үшін неге құрт таңдадыңыз және оны қалай сездіңіз, что осы арқылы өсемін, өнемін деген сияқты? Енді бастапқы уақыттарда мүлдем осы құрт деген нәрсемен айналысқым келмейтін ше. Білмеймін, осы қашан құртпен айналыспай кәдімгідей яғни костюм шалбармен киіп прям күшті жүретін уақытқа келем деген сияқты вообще. Құртпен айналыссам, әрдайым үстім құрт, қолым құрт, машинамда құрт жүреді деген сияқты бір түсінік болды менде ше. Бірақ осы білім аламын ол бар. 2017-тен бері мен әртүрлі обученияларға бардым, оқуларға бардым, мықты кәсіпкер ағаларымыздан білім алып жүрдім да. Сол кезде бұл білімді, берген білімді, алған білімдерімді мүлдем ұмытқамайын деп осы сүт хауызға сала беретінмін. Осыған применять ете беретінмін. Неге? Келесі жолы, чтобы мен ойымда қалу үшін. Сондықтан осылай істей беру арқылы бұл компания дами бастады ғой. Басқа кәсіптерімді істеп жатам, ол жақта не партнерім дұрыс болмады, не бағанағыдай сәтін самат деген сияқты. Сонымен бір күн түсіндім, что осы құрт арқылы жақсы ақша табуға болатын ше. Сонымен басқа да кәсіптердің барлығын жаптым. Өйткені фокус әрқайсында 6 кәсіпте фокус болды да бағанағы, 6-ауында. 6-ау да жақсы дамымайды да. Аздап. И мен болмасам, анаяқта уже компания бағана клиент келмей қалады, дұрыс расчет болмай қалады деген сияқты. Партнерім ақшаны жаратып кетеді. Біреу бағанағы бір партнерім Қапшағайға барып казиноға қадалып жатады деген сияқты. Сондай жағдайлар көп болғаннан кейін ешқандай компания бала айтқандай мен ойымдағыдай дамымады ғой. Сонымен алдында бір компаниям саттым, дизайнерскийді. Ол жақта баннер, шар, дизайнерский бағана. Готовый бизнес. Соны саттық. Содан кейін екінші кәсібім бізде жидкий траверс дейді, бағанағы производство өндіреміз. Грунтовка, сондай түрлі нәрсе өндіреміз. Өндіріс және үшінші кәсіп ол бригадамыз бар еді. 12 бригада болды қалада адамдарға жидкий траверстен бағанағы үйлеріне жағатын еді. Ол кезде ең бірінші шығып жатқан уақыт, прям жидкий траверстен деген өте қатты спроста еді. Сонымен ары қарай құрт кәсіп бар, сосын ірімшік, қаймақ цехы бар, сосын тағы да бір бизнес бар еді, қазір есіме шығып тұр. Сол кәсіптердің барлығына фокус кеткеннен кейін осы кәсібіме
фокусты қойғаннан кейін ол кәсіп шамамен бір 10 есеге өсті ғой. Получается, мындай нәрсе бар бұл жерде. Көп кәсіп ашсам, көп ақша табамын деген нәрсе жоқ қой. Иә, ондай нәрсе жоқ. Бір ретте бір Марғұлан Сейсенбаевтың обучениесіне өткен жігіт айтып жатыр да. Бізде Марғұлан Сейсенбаев былай айтады дейді да. Көп ол жақта енді ол жаққа кем дегенде айына 10-15 миллион табатын кәсіпкер барады ғой. И көпшілігінде 3-4 кәсіптен дейді да. Сонымен бізге задание қойды дейді ғой. Кәсіптерінде жабыңдар дейді. Тек қана бір-ақ кәсіп қалдырыңдар. Жүріп тұрған кәсіптерін, мысалы біреуінен там $5,000 түседі, біреуінен $10,000 түседі, біреуінен там $1,000 түседі. Оданша ең көп түсетін кәсіпке Фокус қой дедіңіз. Фокус қой да анлайды жап. Болмаса там партнерына бер, сат, басқа адам қой, өзің көңілің кетпейтіндей. Сонымен осы саған бағана $10,000, $20,000 әкеліп жатқан кәсіпке полный фокус қой дейді да. Иә. И фокус қою арқылы сен мынау кәсібіңді 2 есе, 3 есе өсіруге мүмкіндігің бар дейді да. Осы егер өздеріңізде 3-4 кәсіп болатын болса, осы лайфхакпен қолданып көріңіздер. Өйткені мен өзіме қолданғанда сол арқылы біздің осы кәсібімді мен 10 есе өсіре алдым. Тамаша, тамаша. Енді мынандай керемет сұрақ. Барлық адам кәсіпкер бола алады ма? Енді кәсіпкер бола алатын шығар, бірақ үлкен деңгейге шыға ала ма деген вопрос қой. Енді біреу айтуы мүмкін да, айына 200 теңге табуы мүмкін, мен кәсіпкермін деуі мүмкін. Сондықтан қандай деңгейге деген сияқты мәселе ғой. Бағана айтқандай, әрбір адам өзін таңдауы да. Аллах тағала барлығына береді. Аллах тағаланың дүниесі шексіз, байлығы шексіз да. Бірақ әрбір адамға мысалы берген ал. Бірақ әрбір адам өзі таңдайды екен да, ол алады екен ризықты. Мысалы біреу там 200 тапқан, біреу 10 миллион да. Ол әрекетіне қарай. Мысалы біреу барып айтады, маған миллион теңге жетеді дейді да, а біреуге 10 миллион жетпейді дейді. Сондықтан әркімнің өзінің потенциалына, өзінің несіне байланысты. Енді әрине адам деген, мұсылман адам деген қанағатшыл болу керек, бірақ мұсылман адам бай болу керек деп ойлаймын. Неге? Себебі сен бай болсаң, мықты болсаң, көптеген жақсылық істеуге мүмкіндік бар. Әке-шешең Меккеге жібересің, бауырларына көмек жасай аласың, елге пайдан тигізеді деген сияқты, жол саласың, мешіт, медресе саласың деген сияқты, мүмкіндіктер көбейеді. Ал енді сен ойбай мен мұсылманмын деп тек қана өзінен ғана пайдан тие берсе, ол да болмайды. Сондықтан сен жарығын қаншалықты алысқа жаққан сайын, соншалықты сен мықтырақ боласың. Мүмкіндігің көп болады да. Мысалы, мен де өзімді цель қойып қойғанмда, чисто $10 миллион маған табыс келу керек деген определенный сұраққа ше. Неге? Ол жақта мен қайда, не істейді, мен жазып қойғанмын. Мына жерде мынандай болады, оның құрылысына осынша кетеді деген сияқты ше. Әрбір адам сондай сияқты мақсат қою керек. Адам мақсаты қаншалық биік болса, астындағы аты соншалықты шабысты болады. Ұзаққа шабады. Иә. Қуанышаға бос уақытыңызда немен шұғылданасыз? Сізде білемін, енді жаңағыдай съемка, жұмыс, там отбасы, барлығы қабаттасып жатады да. Қуанышаға қашан боссыз десем, бос емеспін дейді. Жалпы стресс қой айтқанда. Иә. График полный болып толып тұрады да. Қалай құтыласыз, қалай одан стресстен жаңағыдай босайсыз? Негізінен енді күніге съемка, күніге әйтеуір жұмыс, рилстарымызды, киноларымызды түсіріп жатамыз. Үйдің шаруалар бар деген сияқты. Шынымен уақыт мүлдем тығыз, бірақ кейбір кезде барлығын тастап, бір от души, бір телефонды өшіріп тастап, бір демалып келеді да. Қалай демаласыз? Көбінесе осылай достармен барып демалу мүмкін, барып әңгімелесіп, бала кездегі әңгімелерді айтып, не болып жатыр, кімде қандай жаңалық деген сияқты сондай общение болады да. Болмаса кейбір кезде достарымызбен бала кезде барып игротекаға, бір Counter-Strike болмаса Dota ойнап, бір от души стресс шешіп аламыз ше. Енді ол жиі там айына 2 айда бір рет болуы мүмкін деген сияқты. Анда-санда, Иә, анда-санда. Сосын өзіңіз айтасыз жаңағындай, негізі жігітке бос уақыт деген дұрыс емес деп айтасыз да. Ол қалай ол? Мысалы мынандай ғой, егер жалпы ер жігіт қолы бос болса, ол құртылады да. Қол бостығынан жаман нәрсеге барады, ұрынады деген сияқты. Егер ер жігіт азаннан кешке дейін еңбектеніп, жұмыс жасаса,
ізденіп спортпен айналысып жүрсе, ода бір болмайтын нәрселерге уақыты болмайды. Жаман адамдармен араласуға, жүруге деген сияқты. Сондықтан ер жігіт әрдайым қол бос болмау керек. Әрдайым жұмыс істеп жату керек, бір проектпен ми ашып жүру керек деген сияқты әрекетте болу керек әрдайым. Бұл көлік класстастарыңызға, жақындарыңызға, туыстарыңызға дәлелдеу үшін емес па? Камри 70 мін алсаңыз да жүре бересіз ғой. Жоқ, мен былай айтсам, бұл бала кездегі арманым ғой. Геленваген ше. Негізінен бұл Геленваген кәдімгі прям жесткий да. Трассаға шықсаң да беліңді алып жүреді деген сияқты. Расходда мысалы 32-35 жейді, налогын өзі 500 мен 600 мың арасы деген сияқты да, өте қымбат. Бірақ маған ұнайды. Бұл Геленваген былай не істесем болады ғой. Бір сұлу қызда жақсы көресің, бірақ каприздері көп. Ана перді. Ухаживать етесің оны. В общем, мінезі қиын деген сияқты. Бір түссеңіз қымбат ресторанға барғысы келеді деген сияқты ғой. Сол сияқты бұл да Геленваген сұлу, әдемі, көрікті, бірақ соған лайықты бағанағы налогы бар, несі бензин бар деген сияқты, бұзылуы бар деген сияқты. Иә, дұрыс айтады. Аудиторияңыз өте мықты екенін алдын байқаған шығарсыз, Қуаныш. Азекемен жарыстыңыз ғой? Иә. Азекемен жарысқан жоқсыз? Тұран деген кісімен жарыстыңыз, Зетакемен жарыстыңыз. Жарыс шынайы болды ма? Иә. Или алдадыңыздар ма? Жоқ, ондай алдау болмады. Арасында енді шоу қосқандарымыз бар, бірақ жалпылама барлығы шын. Барлығы шынайы. Факты ұтылып қалдыңыз. Иә, оны ұтылып қалдым. Енді о кісінікі соңғы модельдердің бірі Геленваген. Сондықтан о кісінікі жақсы тартысы болды. Бірақ Азекемен жарысамын деген кезде сіздің аудиторияңыздың жаңағыдай сізге деген поддержкасын көрген шығарсыз. Зачем сен ондайға араласпа деген сияқты нәрселер болды ше. Енді оны біз өзім лично танымайды екенмін, бірақ аудитория жаңағыдай уже айтып тұр да, қой бер, ондай саған жараспайды, Қуаныш, сен ондай нәрсеге түспе деген сияқты. Енді әркім өз несі бар, контенті бар. Бәлкім сізді сондай андай жастардың байыпында ұнатпайды, иә, аудиторияңыз көру. Мүмкін енді просто мынандай нәрсе де бар да, Ереке. Көп біздің енді оқырмандар жазып кетті да, Қуаныш бір стильде тек жегізетін видеолар түсіре бермеш деген сияқты вообще. Әлі басқаша контент түсірші деген сияқты. Сонымен арасында осындайды бір контент түсіріп қойдық та, әрине көпшілігіне ұнамады мұндай контент ше. Есеп кеттім жастармен жас болып деген сияқты. Біраз нәрселер айтты. Отписка жасаймын. Отписка жасаймын деген сияқты. Ну, это нормально деп ойлаймын. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы бір жаман нәрсе істемедік. Бір ялаттай тірлік емес деп ойлаймын. Жақсы. Негізі сол кезде енді бір күшті реалити болды ғой. Жаңағыдай өзіңізді кәсіпкер ретінде дәлелдеп басқа қалаға барып, арасында шоу қосылды. Бірақ көптеген адамдарға жаңағыдай бар, кәсіп бастаймын деген адамдарға бір себеп болды. Себеп болдыңыз, жаңағыдай көз жеткіздіңіз да, жаңағыдай. Болады екен ғой, оказывается деп ше. С нуля бастауға. Содан кейін көптеген кісілер маған жаза бастады да, Қуаныш, осы бағанағы неден кейін, сен реалитинен кейін түсіндім дейді. Онлайн кәсіпті қолға алу керек екен, TikTok аштым, Instagram аштым, осылай жүргізе бастадым деген сияқты вообще. Көптеген кісілер өзінің контенттерін қолға ала бастады да, осы арқылы ақша істеуге болады екен деген сияқты түсінік қалыптастырды. Және де бір айда бір 500 мың теңге табу бір қатты қиын емес. Тек қана дұрыс әрекеттер жасау арқылы осындай табыс табуға болады деген нәрсені адамдарға бір көрсетпеген сияқтымыз. Керемет. Алдағы уақытта тағы сондай бір дүние жасауға ойыңыз бар ма? Енді алдағы уақытта білмеймін, әзірге бір жақын арада жоқ. Жақын арада осы. Бәлкім басқа елге барып, бәлкім Дубайға барып. Мүмкін көреміз енді алдағы уақытта. Жалпы негізінен бір запросқа байланысты, егер халық осыны сұрап жатса барамыз. Жалпы алдағы уақытта негізінен бір жақсы кинолар түсірсек деген ниет бар ше. Бір керемет бағанағы бар ғой, Қазақстанда ешкім жасамаған бір үлкен бір деңгейді көрсетіп, сондай кинолар түсіруге ниет бар ше. Енді оған біраз қаражат керек деген сияқты әрбір серияға. Ол проекттер өз-өзін ақтамауы мүмкін, бірақ бір наследие сияқты бір ұялмай көрсететін дүние. Қазір де Аллаға шүкір, мысалы Кек деген сериал түсіріп жатыр қой, ешкімге ұялмай көрсететіндей сериал болып жатыр ше. Шынымен өйткені мықты профессионалды команда жұмыс жасап жатыр. Енді мен кинодан қатты хабарым болмаса да,
жалпы бұл нәрсені түсініп қалдым да, қандай нәрсе атады атпайды деген сияқты, қандай нәрселер просмотр жинайды жинамайды деген сияқты. Жалпы енді алдағы уақытта түрлі подкасттар шығаратын боламыз, әрдайым қолдап отырыңыздар. Қандай темада подкаст шығарсақ болады деген сияқты. Кіммен кімді шақыруға болады, мысалы ше, жазып отырсаңыздар, сол қызық деген адамдарды осы өзіміздің подкасттарымызға шақыратын боламыз. Жалпы подкаст сіздерге ұнады деп ойлаймын. Қате кемшіліктер болса, бір көздерін жұмып қолдап отырыңыздар. Керемет. Енді мысалға мынандай ғой, кәсіпкерді көбісі ойлайды да, мысалы кәсіп жасасам мен болды, мен бос уақытым бар, мен өзім жұмыс жасаймын, қалаған нәрсемді істейін деп жатады да. Мысалы сіздің өміріңізге инстаграмда қызғатты, мен болды кәсіпкер болып боламын деп шешім қабылдап жататын жастар бар. Бірақ мындай нәрсе бар да, енді біз енді маманбыз, бір жағы кәсіпкер, бір жағы маманбыз да. Бірақ маманның алып отырған айлығы бұл белгілі бір уақыт азаннан сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін жұмыс жасаса да, сол ары қарай демалады да, ол ше, ары қарай миын ауыртпайды да. Ал кәсіпкер адам ол өтірік әңгіме да, мысалы жаңағыдай болды, мен босадым, мен өзіме уақыт қоямын деген нәрсе. Соны өзіңіз қалай ойлайсыз? Енді қазір сіз белгілі бір деңгейге шығып кеттіңіз ғой, бірақ бастапқы этапта, не знаю, там 3 жыл, 4 жыл, 5 жылдап ондай нәрсе мүмкін емес деп ойлаймын ше, жаңағыдай. Негізінен бағана айтып отырсыз ғой, кәсіпкер деген жалпы ол бағана айтқандай емес та, кинодан көргендей емес. Ол мүмкін полын жуа салады, мүмкін менеджер болып кетеді, мүмкін складта завсклад болып кетеді деген сияқты. Бастапқы уақытта ол оператор болады, грузчик болады, барлығын істейді. Және де оның бизнесі жүйеленгеннен кейін де ол толықтай операционкадан шығып кету мүмкін емес. Ол кәсіп деген сен балан сияқты. Дұрыс тәрбие бермесең, жаман жолға түсіп кетеді де өледі кәсібін. Сондықтан әрдайым ол балаған сияқты қарап отыру керексің, контроль керек, отчеттарын тексеріп отыру керек. Мен Аллаға шүкір кәсібім жүйеленген, барлығы өзінің жұмысын істей алады, системалар қойылған, бірақ бәрібір де мен өзім тексеріп, тапсырмалар қойып отыру керекпін. Мысалы, кейбір кезде болады, 2 апта съемкаға кетіп қалам, немесе 2 апталап, айлап шетелде болып қалам деген сияқты. Сондықтан әрдайым ол балан сияқты контроль жасап отыру керек. Операционкадан толық шығып кете алмайды. Мен азаннан кешке дейін қаңғырып жүрем, айлап жоқ болам деген нәрсе болмайды. Әрине, оған да жетуге болатын шығар, бірақ мен қазір өзім түсінігімде солай. Түсінікті. Қашан қарамайсың, ол өзі уже ол бизнес бөледі. Өйткені ол кәсіп бар ғой, сен кәсібім ешкімге қызық емес. 80-90% жұмысшылар адамдар жай ғана күн өткізу келеді. Егер оған дұрыс KPI болмаса, дұрыс мотивация болмаса, олардың мақсаты просто азан келіп, кешке кету, айлығым түсіп тұрса болды деген сияқты түсінік. Өйткені оның кәсібі емес қой, ал өзінің кәсібін пайтет етті сен ғана. Түсінікті. Бірақ бір қынжылтатын нәрсесі бар, алдында сіз TikTokқа бір видео салды, білесіз ба? Осындай складқа жұмысшылар керек, айлық таңдай, мияулайтындар керек емес деген кезде. Енді бізде бар ғой, жұмыс жоқ деген адамдар жетеді да, бірақ ана астын қарасаң, ой, ол ақшаға кім жұмыс істейді, 150 теңге кім істейді деген нәрсе толтырып жатсаң да, сен қуаныш, сен өзің көп ақша өйстіп тауып жатсың ғой деген сияқты әңгіме кетті да. Бірақ мен ішкі нені білемін да, кішігірім система білемін. Бір 250 мың айналасында бонустары бар, мотивациясы бар, анау бар, мынау бар да, бірақ олар келмей жатып, уже шешім қабылдап қойған да, бірақ аяқтан жатып алып, үкімет бермейді бізге, біз арабтар сияқты өмір сүруіміз керек деп жатады да, қанша. Соны өзіңіз қалай көрген шығарсыз өзіңіз де сол менің астын оқып, рилсыңыздың, видеоңыздың астын. Енді ол жерде комментарий көбінесе оқымаймын ше, себебі астына жазып жатқан нәрселерге қатты мән бермеймін. Соңғы уақытта мүлдем уақыт жоқ, өйткені күніге съемка, жұмыстарымыз бар деген сияқты. Мынандай нәрсе ғой, жұмыс қаншалықты ауыр болған сайын, тек қана физически істеген сайын, соншалықты негізінен жұмыс ақшасы аз төленеді. Егер қаншалықты мимен істеген сайын, соншалықты көп ақша төленеді. Сондықтан енді бұл әркім өзін таңдауы да, мынанікі дұрыс, мынанікі бұрыс деп айта алмаймыз. Кейбір достарым бар, мысалы, айтады, мен таксист болған ұнайды дейді. Мен кайфовать етемін дейді да, маған артық ақша керек емес дейді. Оны өзінің таңдауы. Сондықтан жұмыс жоқ деген нәрсенің бәрі сылтау. Аллаға шүкір, Қазақстанда жұмысшы жоқ, маман жоқ. Элементарно грузчик таппай жатсақ, упаковщик, мықты маман мүлде табу қиын. Сондықтан егер сіз өз салаңыздың мықты маманы болсаңыз, мүмкін сіз
даллас барасыз ба, бірақ мықты даллас баратын адам болсаңыз, сіз міндетті түрде басқалардан қарағанда көбірек айлық аласыз. Түсінікті. Яғни көпшілік істей алатын дүниені істей алатын болсаңыз, соответственно, көпшілік сияқты ақша табасыз да? Иә. Ал аз адам істей алатын нәрсені жасай алатын болсаңыз, біліміңіз болатын болса, соответственно, жоғары айлық, жоғары табыс таба аласыз. Енді бір өзіңіздің лайфхакпен бөліссеңіз, жалпы кәсіп бастаймын деген адамдарға қалай кәсіп ниша таңдау керек? Ниша деген бұл бір салада, қай бағытта таңдау керек деген сияқты. Сіз қазір барлығынан айырылып қалсаңыз, неден бастар едіңіз, қалай жасар едіңіз, соны айтып берсеңіз. Өйткені алдағы уақытта неше түрлі нәрсе болады да, қанша Құдай біледі, енді мынау қазіргі жүріп тұрған кәсібіміз аластасын бір үкімет тартып алуы мүмкін, мысалға, немесе тағы бір жағдай болып банкрот болып қалуы мүмкін да. Қандай қадамдар жасайсыз? Өйткені көптеген жастар неден бастарын білмейді да. Соған бір лайфхак айтсаңыз, мынандай этаптар бар, осын жасасаң, бір как бы 200 мың, 500 мың, миллион, 10 миллион табуға болады деген сияқты. Енді мен түсінігімде біздің компанияда ең бірінші адам ол клиент. Егер компанияда клиент болатын болса, ол компания жұмыс жасайды. Егер клиент болмайтын болса, ол компания системасы қойған, жүздеген жұмысшылары бір тиын да. Сондықтан ең бірінші адам клиент әкелуді білу керек. Бастауықтан кәсіпкер ма, маркетинг туралы кішкене түсіну керек. Қалай видео түсіру керек? Мысалда, ол видео түсірмесе де, жалпы системасын түсіну керек та. Ол жерде эмоция беру керек, бірінші 3 секундта ұстап қалу деген сияқты, мүмкін таргет жіберу деген сияқты. Сондай нәрселер туралы, егер маманға жүгінбесе де, өзі кішкене түсінік болу керек та. Мен қазір мына товарды просто анализ жасау үшін, мысалы, мына товар құрт өте ме, өткізе аламын ба, өткізе алмайын ба, бұны рекламаға жіберіп көреді, мысалшы. Қаншалықты клиент бар, бұған жоқ деген сияқты вообще тупо барып ақша салмайды ешкім. Сондықтан бірінші мен айтар едім, маркетинг, реклама әкелу, клиент әкелу жолдарын адам білу керек. Сол нәрсе білген кезде кез келген нишаны анализ жасай алады, тест жасай алады, таргетке жіберіп, түрлі видеолар түсіру арқылы бұл нишаға спрос бар жоғын анықтай алады. Сол кезде клиент болып тұрса, ары қарай қалғанын жалғастырып үйрене береді. Сату болсын, басқа нәрселер болсын. Енді медиа саласына қатты кіріп жатсыз. Байқадыңыз ба, бюджетіңізбен есті теуіп кіріп жатсыз ғой, негізі Instagram болсын, TikTok болсын, YouTube болсын да. Енді YouTube база жоқ, топ болып жатыр, мықты. Өйткені мықты команда жұмыс істеп жатыр, бір-екі рет көріп қайттым, деп аузым ашылып қайтты. Инстаграмда енді контенттеріңізге келсек, жалпы жақсы, бірақ неғып өзбектерден ұрлап жатсыз, и өзіңізде нежелі идея жоқ. Осы нәрсені айтыңыз. Былай ғой, мысалы, біз ол жақта енді жүздеген видео түсіріп тастағанбыз, ол жерде барлығы емес, бір ары кетсе 50% ғана өзбектерден немесе бір киноның фрагменттері болуы мүмкін да. Жалпылама ол жақтан тек өзбектердің кино несі видеосы деген нәрсе жоқ. Бұл нәрсе жерде біз мысалы бір киноның фрагменті болып қалады, болмаса өзбек бауырларымыздың бір видеолар түсіргендері ұнап қалады да. Соларды алып, өзіміздің тілге аударып, өзіміздің менталитетке келтіріп түсіреміз да. Сол арқылы халыққа бір ой жеткіземіз. Аллаға шүкір, біздің контенттің барлығында әйтеуір бір мағына бар, мән бар, адамға ой салатын, даже кино болсын. Сондықтан жақсы нәрсенің бір сол жақтан идеяны алып, өзімше түсірген нәрседе бір айып жоқ деп ойлаймын. Мысалы, жай ғана біздің видеоларымызды Тәжікстанда, Өзбекстанда, жалпы Қазақстан біраз жерлерінде қайталап түсіріп жатыр. Қайталап көшіріп жатырсыздар? Иә, 10-15 бір компания адамдар ұрлау емес, бұл творчество ғой. Бұл кино, музыка, барлығы идеяны бір-бірінен алады. Бір-бірін үшін просто мақтырақ қылып жасай бастайды ғой. Мен сіздерге бір лайфхак айтайын. Көптеген адамдар продюсер іздеп, контент-мейкер іздеп жүреді да, миларын ашытып ше. Сонымен не істесем деп жүреді ғой. Мен сіздерге идея айтайын. Жай ғана бағанағы соткаға жазасыздар, мысалы, өзіңіздің, например, салаңыз, маркетолог ба? Например, маркетинг жайлы адамдар видео маркетинг деп жазсаңыз, сол жақта видеолар толып тұрады. Сол жақта атқан миллиондап жинаған просмотрлар видеоларды жай ғана қазақ тілінде түсіретін болсаңыздар, сіздің видеоларыңыз міндетті түрде атады. Неге? Бірінші орында өткен идея тұрады. Идея мощный болып тұрса, оны жаман камерамен түсірсе де, сапасыз болса да, ол нәрсе атады. Сондықтан осы формуланы қолдана отыра, сіздер өздеріңіздің
бір аудиторияңызды әкеп аласыздар. Ары қарай уақыт өте өздеріңіздің идеяларыңызды шығара бересіздер. Қазіргі уақытта енді арасында көптеген видеоларды өзіміз ойлап тапқан видеоларда, бірақ бәрібір например, там 5 өзбек видео болатын болса, 5 өзімізге болса, бесеуін де өзбектерден алдым деген сияқты жазып жатады біреулер ше. Біреулер жазып қойып бір ретте өзіміздің идеяларымыз түскен видеоға бұны что-то өзбектерден көрмеген едім, маған шықпады деп прикол істеп қояды да. Это нормально. Кез келген жерде критика болады. Біреулер айтып жатады, осыларға өзбектен ұрлайды, анау мынау деген сияқты. Нормально. Жақсы нәрсені неге көрсетпеске, айтпасқа, адамға ой салмасқа, иә? Жалпы андай нәрсе бар ғой, машинаны ойлап табудың керегі жоқ та. Просто ол бар нәрсені өзгертіп, күшті қылып жеткізе беруге болады. 100%. Сол арқылы енді мысалы велосипедті, машинаны деп жатсың ғой, ойлап табудың қажеті жоқ. Осы арқылы істеу арқылы определенный бір деңгейге жеткен кезде өзің ойлап таба бересің. Оған дейін сен 0 болып тұрсаң, армандап жүре бересің ғой, мен түсіру керек едім, бүйту керек едім, үйту керек едім деп. Инстаграмыңыз, тиктогыңыздың охваты ұрып тұр. Аллаға шүкір, подписчигіңіз бар. Альхамдулилля. Енді суши, пицца тегін жеуге жылайын жоқ па? Енді ондай нәрселер реклама жасағым келмейді негізі. Неге? Тегін рахат қой. Бір сторис салып жібересіз, суши, пицца дайын. Жазып жатқан шығар адамдар, реклама жасап беріп жатыр. Жазады, ондай көп жазады ше. Бағанағы енді білмеймін. Мүмкін алдағы уақытта реклама жасау проблема емес шығар негізі. Бірақ енді қазір жобаларым жүріп жатқаннан кейін басқа да сүт қауыс бар, басқа да өзіңіздің өнімге фокус қойасыз. Иә, соған әзірше фокус қойып жатырмын. Енді жақсы рекламалар болып жатса, жасап жатайын. Базар қылуға жылайын жоқ пока, иә? Пока ондай жоқ, бір қатты нужда да жоқ ондайға. Анорте айтып қалдыңыз да, серіктестікке ашықпын дедіңіз. Иә. Жалпы контент қазір Қуаныш ағаның өзі Инстаграмына қанша 40 миллион деді, 400 миллион астам, иә? 6 айда. 6 айда ол бағанағы 2 ай бұрын, қазір одан да көп болып кетті ғой. 6 айда 400 миллионнан астам жалпы охват болған екен да. Сол сияқты егер сіз кәсіпкер болсаңыз, бір өзіңіздің бір үлкен компанияңыз болатын болса, жалпы сенімді продукт, клиенттердің жаңағы наразылығы жоқ, жақсы өнімдеріңіз болатын болса, соответственно, Қуаныш ағамен серіктес болуға болады. Яғни бірге коллаб жасап, сіздің аккаунтыңызды, сіздің личный брендіңізді былай айтқанда көтеріп беруге болады. Дұрыс па Қуаныш аға? Сол алдында идеяны айтқан едіңіз, соны бір өзіңіз түсіндіріп жүрсеңіз. Жалпы қараңыздар, сіздермен бірге контент түсіреміз, бір мүмкін енді ақылдаса отыра ғой. Біздің түсіріп жүрген видеоларымыз сияқты түсіреміз, мүмкін сәл басқаша түсіреміз деген сияқты. Солай түсіру арқылы сіздің лицоңызды немесе сіздің компанияңызды танытуға болады. Жалпы енді өз компанияңызды немесе өзіңіздің жеке брендіңізді дамытқыңыз келсе, бізбен совместно видео түсіруге болады. Бағанағы определенный суммаға, енді еркін менің продюсерім, осы кісі астына нөмірін қалдырып кетемін, сол кісіге жазсаңыздар толық түсіндіріп айтады. Мысалы, пакетпен алуға болады, например, 10 видео түсіріп, өзінің компанияңызды, например, бүкіл Қазақстанға таныту деген сияқты, өзіңіздің жеке брендіңіз деген сияқты. Өйткені жеке бренд деген қазір прям өте бір маңызды, актуальный нәрселердің бірі да. Қазір адамдар назарға талас. Қай жерде назар көп, сол жерде ақша көп. Сондықтан егер кәсібіңіз сәл әлсіреп немесе медиаға шыққыларыңыз келсе, еркінге жазыңыздар, еркін сіздерге тоқтай түсіндіріп айтатын болады. Міндетті түрде. Енді Қуаныш аға бағана бастаған нем бар еді, айтқан нәрсем бар еді, тоқтаңыз. Енді Қуаныш аға жалпы охват ұрып тұр, контентіңіз шүкір жақсы, адамдар көшеде құшақтасып суреткесіп жатыр. Былай айтқанда өте жақсы абырой жинап жатсыз да. Енді алдағы уақытта одан да қатты көтеріліп жатсаңыз, миллиондаған оқырман жиналып жатса, миллиондаған фанатыңыз жиналып жатса, енді шайтанға бір момент деген ғой, жаңағындай көрсе сол моментте шалып отырсады да. Кім біледі, бір басқа тәкаппарланып өзіңізді ұстай алмай қалатын нәрсе болмай ма? Бұны айту себебім кезінде мықты патшалары болған екен. Өзінің кіреберіске неге етігін іліп қояды, жаңағыдай кезіндегі анау құл болған кезін, жаңағыдай мал баққан кезін деген сияқты, соған қарап өзінің нәпсін неғып отырады екен, тәрбиелеп отырады екен да. Жалпы ол адам баласы қателеседі, адам баласы бұл
кейде дұрыс емес жолға түсіп кетуі мүмкін да. Соған қалай өзіңіз дайынсыз ба ондай нәрсеге? Енді жалпы пенде болғаннан кейін адам қателесуі мүмкін. Бірақ әрдайым осы Алладан сұрап тұрамын да. Я Аллахым, тәкаппарланбай, дұрыс жолда жүретіндей сондай адам болсам екен деп Алладан арасында дұға етіп тұрамын ше. Енді Құдай сақтасын, ондай болудан Алладан сұраймыз, ондай сасық мінезден, көкіректен алыс болсақ деп Алладан тілейміз. Мен алдағы ертең ар күн не болатынға өзім жауап бере алмайсың ғой. Сондықтан әзірге ештеңе айта алмаймын. Бірақ ондай болмайтын шығар деп ойлаймын ше. Өйткені мен білмеймін да, осы жарты жылдың ішінде кәдімгідей қай қалаға барсақ та барлық жерде кемі 15-20 адам күніге суретке түсіп жатады ғой, көшеге шықсан. Соның өзінде ешкім ешқандай бір қатты влиять етті деп те айта алмаймын ше. Енді оның өзім қасымдағы достарымнан да сұраймын ғой, бауырым, қалай бір менен өзгеріс көрмедің ба, бұрынғыдан гөрі тәкаппар болып кетпедің ба деген сияқты. Енді андай мақтап айтатын емес, ана по факту айтатын бар ма? Бетіңе көзіне қарамай, бауырым, осы естісен, осы естімесен сол деген сияқты. Сондай достарымнан сұрап тұрамын. Жақсы, енді ондай байқамадым, байқасам айтып тұрамын ғой деген сияқты достарым айтып тұрады. Түсінікті. Сериалдарда, контенттерде, рилстарда қыздармен жаңағыдай контент ұрып атасыз да. Келіншегіңіз, жеңешеміз не қылмай ма? Ашуланып, қызғанып, не істеп кеттің? Үйге келіп хайвай болмай ма? Жоқ, ондай хайвай болмайды, өйткені мен келіншегім ақылды ғой, түсінеді бағанағы көп нәрсені, түсіністікпен қарайды деген сияқты. Әрине, бірақ мен ешқандай контентте болсын, бір қыздармен құшақтасып, жабысып, ондай мүлдем түспеймін. Режиссер да осы киноның өзінде де былай құшақтасасыңдар, бүйтесіңдер дейді, мен ренжіме істей алмаймын. Жоқ, $1 миллион берсе де ондай нәрсе жасамаймыз. Себебі бізді қаншама жастар көреді, қаншама бауырларымыз көреді. Мына нәрсені бір шетінен түсіндім да, Түркістанға барған кезде как раз мешіттегі имамдардың өздері келіп суретке түсіп жатыр, шығып намаздан кейін ше. Суретке түсіп алсақ бола ма деп та. Сондықтан бізде арқамызда үлкен жүк бар да. Сондықтан әрбір қадамды ойланып басу керек. Өйткені көп жастар қарайды, пример алады деген сияқты. Сондықтан бізге қателесуге мүлдем болмайды десем де болады. Бүйтіп абырой жинамай ақ қойды емес пе? Иә, олай. Енді Аллах Тағала беріп тұр ғой бәрін ше. Танымалдықта Аллаға шүкір, табысымыз да жаман емес, кәсібіміз де жүріп тұр, киномыз да түсіп жатыр, рилстарымыз да түсіп жатыр, тоқтамай ұрып жатыр мысалшы. Альхамдулилля, тек қана Аллахтың сәттілігімен, Аллахтың қалауымен болып жатыр. Мен бір ақылдылығымнан немесе мен мықты болғанымнан емес, бұның барлығы Аллахтың қалауымен біз әрекет жасап жатыр. Әке-шешеміздің дұғасы сонымен өніп жатыр деп ойлаймын осы барлығы. Болды. Жеңешеміз риза болып қалған болып 15 жасар Қуанышқа не деп ақыл айтатын едіңіз? Ең бірінші, Алламен отношения дұрыстау керек деп айтатын едім. Қуанышқа намаздарыңды, садақаларыңды, садақа мүмкін күніне 5 теңге болуы мүмкін, айына 100 теңге болуы мүмкін, разница жоқ, әркім өзінің деңгейінде. Екіншісі, ата-ананың дұғасы, кез келген уақытта не болсын бастамас бұрын бірінші ата-ананың дұғасын алу керек. Және де не бастамас бұрын қандай да бір кәсіп бастайын болсын ба, кәсіп туралы кішкене білім алу керек. Бағана айтып отыр, маркетинг деген сияқты. Егер сен имам боласың ба, сол бағытта бір білім алу керек. Егер 3 нәрсе болатын болса, қалған барлығы өз побочный эффект деп ойлаймын да, өзі-ақ келеді. Ақша болсын, танымалдылық болсын, барлығы. Жалпы сіздің миссияңыз қандай? Өмірдегі миссиям адамдарды жақсылыққа шақырып, жамандыққа қайтару, әлемдік деңгейде. Мүмкін мен ол нәрсе бола ма, болмай ма, мен білмеймін, бірақ бұрында ойлайтын едім да, қалай адамдарға пайдам тисе деген сияқты ше. Қазір осы видеоларымыз арқылы адамдар балам деп жағдай осы айтады. Бауырым жағдайын сұрамайтын едім, осы видеодан кейін сұрай бастадым. Әке-шешемді сыйламайтын едім,
осыдан кейін осылай істей бастадым. Көптеген жігіттер айтады да, жаман жолға түсіп кеткен кезде қайтадан дұрыстау үшін сендердің видеоларын көреміз дейді да. Сондай кері байланыстар келіп жатқанда прям қуанасың ше. Және де бір имамын айтып жатыр да, көріп қалдық амандасып, баш жарайсыңдар бауырым деп айтып жатыр да. Біз мешітте жүздеген адамға уағыз айтып жатсақ дейді, сендер миллиондаған адамдарға осы насихаттарын жасап отырсыңдар ғой дейді да. Кәдімгідей бір қуанып қалады екенсің. Кешеде Мәкен тойға барыпты да, тойда айтып жатыр дейді да, тамада ше, тиктокта жалпы Қазақстандағы балаларды, жалпы адамдарды тәрбиелеумен жұмыс жасап жатқан екі адам бар деп ше. Біреуі Нұрлан имам болса, екіншісі бағанағы біздің Махамбет Қуаныш деп айтып жатыр дейді да. Сонымен егер халық осындай ойда болса, шынымен осындай пайдамыз тиіп жатса, вот сол біздің жетістік деп ойлаймын. Енді Қуаныш аға қазір жастар көп қой. Жұмыс жоқ, кредит, проблема. Там ажырасудан да неге шығып кетіппіз, әлем бойынша деңгейге шығып кетіппіз да. Бір нәрсе болып жатыр негізі бар Қазақстан өзінде. Енді сіздердің контенттеріңіз арқылы өз-өзін дұрыстап жатқандар бар. Бірақ сонда осындай қиын жағдайда жүргендерге не айтасыз? Мына нәрсені түсіну керек та. Пенде болғаннан кейін сен өлгенше сынақ болады. Бұл кем дүние. Мысалы, көп адамдарда мынандай нәрсе бар ғой, Инстаграмдан қарайды да, Қуаныштың өмірі прям күшті деп ше. Иә. Болмаса, ана кәсіпкердің, ана блогердің өмірі идеальный деп ше. Расында ондай емес ше. Әркім үйінде проблема болып жатады. Біреудің баласы ауру, жағдайы мықты болуы мүмкін да. Біреудің әкесі қайтыс болып жатады, біреудің анасы ауру деген сияқты, біреудің кәсібінде банкрот болып жатады. Бірақ ешкім ол нәрсені интернетке шығарып көрсетпейді. Әркімнің өмірінде бір факаптар болып жатыр. По-любому болып жатыр, қиындықтар болып жатыр. Біреуді атауы бар ғой, өмір сүруге желаниясы қайтып кеткен да. Бірақ Инстаграмда қарасам прям идеальный, күшті болып жатады. Сондықтан мен өмір неге бұлай, мен қарызға кеттім, менде мынандай қиындық болып жатыр, менде бұлай ажырасып жатырмын деген сияқты ше. Немесе мен күйеуім неге бұлай ақша таппайды, басқалардың күйеуі миллиондап тауып жатыр, шетелге апарып жатыр деп ойламаңыздар ше. Альхамдулилля, біз енді басқа қаншама елдерді аралап жүріп қой. Атау бір елдерде болдық та. Индияда мысалы ше, немесе бағана араб елдерінде болдық. Бағана шетелден келген афганистар бағанағы, немесе пакистанстар, индустар, бағана Бангладештен келгендер бар ғой, жай ғана сөйлессе айтады, біз бұл жерде тамақ үшін жүрік дейді да. Просто тамақ ішу үшін дейді да. Соны өзін бақыт көріп тұр ғой. Біз енді андай тоқшылықта өмір сүргеннен кейін өзінше болып кеткенбіз ғой. Көп нәрсенің қадірін түсінбейміз. Мысалы ше, сондықтан Инстаграмда жылтыраған бәріне сене беруге болмайды. Өмірде ешқашан ондай болмайды, бәрі идеальный деп ше. Өмір болғаннан кейін бір жеңіліспен тұрады да, ол нәрсенің барлығы ше. Қиындықтармен, мысалы мен өзімде де күніге неше түрлі қиындықтар болып жатады. Аллаға шүкір, бұнда сахабалардың өздері егер 40 күн ол адамға сынақ келмесе қорқатын болған ғой. Я Аллахым, мен ұмытып кеттім ба. Сынақ бұл дұрыс, нормально да? Әрине, өмір солысымен қызық та. Өмір солымен қызық. Егер адамда тек қана жеңіліс болып, жеңіліс болмаса, бұл өмірдің дәмі кетіп қалатын еді. Кәпірге бұл өмір жәннат сияқты дейді да. Ал мұсылманға бұл өмір бір өтпелі кезең сияқты дейді да. Иә. Сондықтан көңіл күйлеріңізді түсірмеңіздер, Алладан дұға етіп, әке-шешелеріңіздің дұғасын алып, әрекет жасасаңыздар, ол күндер жай ғана бір кеше күндер болып қалып кетеді. Біздің факаптың келесі подкасты аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Және осы подкастқа лайк қойып, біздің каналға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта өте жақсы дүниелер шығады. Және де бізді осы подкасты басынан соңына дейін көрген адамдарға сыйлығымыз міндетті түрде болады. Әр подкастта болады. Қуаныш аға, не бересіз өзіңіздің оқырмандарыңызға? Иә, бағана айтып жатыр ғой, білім, кітап деген сияқты. Иә. Осы Бодо Шефердің менің қолымнан келеді деген кітабын берейік. Мына жерде жазып, ішіне қол қойып, сіздерге бір естелікке осындай бір керемет кітап болсын. Менің қолымнан келеді, да? 4 кітап па? 4 кітап берейік. Міндетті түрде әдемі комментарий жазып кетіңіздер. Араларыңыздан ең көп бағанағы лайк деймін, сол жерде қолдау берілген комментарийға, 4 комментарийға жазатын боламыз. Солардың арасынан таңдап сіздерге жіберсек болады. Болмаса осы Сүт Хаус компаниясына келіп, Шымкент қаласындағы
офисіне келіп алып кетсеңіздер болады кітапты. Және де міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, алда қызықты сұхбаттар жасайтын боламыз.